Күндіз сақ жүрермін, түнде жұмысымды бітірермін. Мен несіне қорқамын? Қорқарым бар. Бұл іске әуелде кірмеуім керек еді. Кісілік іздеу, жашикеге бару, мылтық алу керек емес еді. Жоқ, өлім біреу. Не де болса, Құдайға тапсырым. Енді менің елге кішіреуім өлім, жігіттігіме кемшілік. Мені жұрт өткір, қайсар, ер жігіт деп ойлап жүр. Сол аттан айрылмауым керек. Осындай ойлармен Мұқаш ауылына таянды. Ауылы үлкен таудың күнгей бетіндегі ойпаңдағы 4-5 тас қора. Ол қоралар өзімен немере шөберелес ағайындардікі. Осы ауылдың бас көтерері Мұқаш, ақсақалы Тезекбай молда. Молда деген аты болмаса, Тезекбай кісі атында жаза алмайды. Барлық оқуы 40 хадістен есінде қалған Қаланаби ғалейсалам атты пайғамбар ғалейхиссалам. Бар білген құлшылығы өлікке, шелпекке, үлі тиген малға жасын оқу. Тарауық оқығанда алқамға қосып әнна казалика бірдеңкені мінгірлету. Бар білетін дұғасы аятыл күрси. Құрбаннан малына немесе айға бата қылса да осыны оқиды. Көзіне ақ түскен әйелдерге де осыны айтып үшкіреді. Өз ағайындары болмаса, Тезекбайды сырт қазақ молда деп те санамайды. Жекжат жердің өлімі болмаса, жамағайынның жаназасынан жақсыларды жанаған қолжа молдалардан асып, Тезекбайға тиіп көрген емес. Тезекбай ел қыдырып, зекет, садақа жинаған. Ет, қымыз іздеп, түтін аңдыған кісі емес. Ондай сұқым, сімтік шалдарды қайта шенеп жаратпай, не бар екен, жатсайшы деп отыратын. Тезекбай тысқа шықса, ақтаяғын беліне қыстырып, сиырын, бұзауын көздеп, үйге келсе, кемпірінің киім жамағанын, көже қылғанын жаратпай, ісінің бәрі балшы деп дабдырлаудан басқа ауыл үйге зияны жоқ адам. Онысы да қартайғанда ерлі байлы адамның бірінен бірі киреніш тартатын әдетінен. Әйтпесе кемпірінен асып, өнер табатын Тезекбайда не қауқары бар дейсіз? Әйтсе де осы молданы өз ауылы сыйлайтын. Қыстауға қонса, бата оқыр болса, мал өлсе, құрмалдық берсе, бас пен жамбас молданың алдына тартылатын. Сүттің уызын, қымыздың тұнығын молдаға татыратын. Молда жоқ болса, намазы қаза болғандай келіндер де молданы шақыр деп отыратын. Мұқаш қандай елден шыққан Құдайдан безген содырлы болса да молданы сыйлайтын. Молда жолығып қалса сәлем беретін, бірақ байыздап тұра алмайтын. Мұқанның онысын сезіп молдада сөз қайтпай тоң айбатпен жүретін. Сөйлесіп тілін шығарып бетінен алғызғаннан анадайдан ығысып жүргенді тәуір көретіні үлкен кісілердің бір әдеті ғой. Ауылға таяна бергенде Мұқаштың бір қысылғаны осы молданың көзіне түсіп қалам ба еді. Төмпейден шыға берістегі күн шытыс жақтағы қора Мұқаштікі еді. Төмпейден оралып шыға бергендегі жапырайылған тас қоралардың күнгей беттері таңның қызыл сәулесіне шомылып күлімсіреп тұр екен. Молданың қорасы ергенегі шал жиып аузы ашылып жатыр екен. Босағада жатқан қызыл ит тастақтағы аттың тықырын естіп үре бастады. Мұқаш қаттырақ аяңдап қораның даудасына түсуге асықса да, шекпенін жамылып, аяғының басына кебі сіліп, дәретке шыққан молданың бір көзін жұмып, сығырая қарауынан құтыла алмады. Молда ойындағысын біліп қоятындай, Мұқаш тура қарай алмай қызарып, қырындап кетті. Тезірек тебініп, қорасының тасасына түскенде, қорадағы ақ күшігі де шәуілдеп қоя берді. Күпісін жамылып, қара домалақ келіншегі Алтынайда тырпылдап келіп есік ашты. Жаратпаған кісіше бетінің бір жағын тыржитып, сенбісің деді де тысқа жөнелді. Мұқаш ақырын мен деді де атын қораға кіргізіп, қадаға байлап үйіне кірді. Бір көзі соқыр, жалғыз әйнекті тапалдақ кішкене үйінің дымыққан, күлімсілеу, терсымақ иісі мұрнына жып-жылы тиді.
Жаман текемет үстіндегі қызыл шыт көрпеден монтиған қолдары шығып, домаланып, томпиған 3 жасар медеудің көкшіл танауы делдейіп, ауза шыбып, езуі қожалақтанып, шот маңдайы тоқырайып, жылдырап жатқаны да жарастықты көрінді. Баласын иіскейінде боқтанды да, ойына бірдеме түсіп кеткендей тоқтай қалды. Күнәға батпаған періштедей сәбиге жаман қолын, арам демін, арам ернін тигізуге батылы бармады. Молдадан да, ұйықтап жатқан нәрестеден, нәресте емес, өзінен ұялғаны күштірек тәрізденді. Аңдаусызда аяқ астынан әлде бір ит арс еткендей-ақ Мұқаштың тұла бойы шымыр ете түсті. Итті тұмсыққа бір теуіп, бетін қайыруға асығып, белін шешіп, келіншегінің басындағы қызылсаң жастықты жұлып алып, әйнек түбіндегі бұрышқа тастай берді де, қолын ішіне алып бүркеніп жантая кетті. Сабан төсеулі балшық сәкінің ернеуінде жауырығын шалқайтып қойып, Алтынай көйлекшең дәрет алып отырып, мұрнын қатты-қатты сіңбіре берді. Қызыл алақандары қошқар мүйізденіп кестеленген, әлдеқашанғы жыртылған ақ орамалына бет-қолын сүртіп жатыр. Бүктісіп жата қалған несі? Атыңды қайтушың, деп тоңқ етті. Мұқаш басын көтерместен, түске таман жібере сал, деді. Алтынай байына оқты көзімен бір қарап, тұрып ыстық суыңды ішпеуші ме едің, деді. Мұқаш жоқ деп басын бір қымтай түсті. Сонымен сөз бітті. Түн баласында Мұқаштың жойылып кетіп жүргені бір күн емес, үйреншікте әдет тәрізденіп, Алтынайдың өршеленбейтіні сол еді. Кішкене баласымен екеуден-екеуі бір қорада жалғыз жату алғашқы кезде қорқынышты көрінсе де, жүре-жүре оған да еті үйреніп кеткен. Кімге жалынсын? Кімге сенсін? Алтынай малын сауады, өргізеді, көздейді, байлайды, отынын тереді, отын жағады, суын әкеледі, күлін шығарады, тамағын істейді, киімін өзі тігеді, үйін жияды, сыпырады, қорасын тазалайды. Мұның бәрі оған Құдайдың бұйырған жұмысы тәрізді. Жұмысым ауыр болды-ау, жаныма батты-ау деп ол қабағын шытпайды. Көзін тырнап ашқаннан ұйқыға барғанша күйбеңдеп, не қолында, не аяғында бір дамыл бола ма екен? Жоқ. Жұмыстан қалт етіп, қолы босаса, есік алдына шықса, ауыл үйді қыдырса, болмаса ағысын ажындармен әңгімелессе, қолынан ұршығы түспейді. Алтынайға тамағы тоқ, көйлегі бүтін болса болғаны, онан өзгені іздемейді. Үй міндеті әйелде, түз міндеті байында. Бұл Құдайдың бұйрығы. Бұрынғыдай емес, әсіресе Алтынай тұрмысына енді ырза. Ырза болмай не қыпты? Байы атқа мініп, кісі болды. Кісі болғалы үйі болып келеді. Өмірі бітпеген қара ала сырмақ та, ақ киіз де төр алдына пайда болды. Бұрынғыдай емес, Алтынай жымын қағып, көкала Абдыраның аузын көбірек аша беретін күйге ұшырады. Алтынайға ақ бәтес көйлек, жасыл жеңсіз де пайда бола бастады. Алтынай абысындарынан мақтанып та қояды. Өйткені ойынды ұлықтың қатыны ғой. Бұрын бұйығы жаман Алтынайдың енді тілі де шығуға айналды. Қатындар күйеуін қайда кеткен десе, қызметпен болыс ауылына кетті. Немесе ауылнай шақыртқан екен деп, тұмсығын көтеріңкіреп, ернін бір жымырып қоятынды шығарды. Әлде біреу кісідегі ала алмай жүрген ақсын, не қорлық көріп жүрген ұзатқан қызын сөз қылса, Алтынай көлденеңнен қыстырылып, оныңды біздің әлгіге неге айтпайсың деп қоятын болды. Алтынай аузына енді әлгі көбірек түседі. Өйткені оның қолынан келмейтін іс бар деп білмейді. Байын сондай көріп жүрген Алтынайдың бүгінгі мінезінің тіпті дәмі жоқ қой. Бәсе деймін ау. Жоқ, Алтынайдың өзінше дәмі әбден бар. Алтынайға Құдайдың берген бір мінезі анда-санда кілтің етіп кегжиіп қалатын. Ар жағында пәлендей зілді өкпесі болмаса да, күйеуіне іші ырза болса да, бер жағы сырты өп-өтірік. Қыртыңдаған наразы кісімсіп сыр бермейтін. Сонысы ма, немесе өзі Алтынайлығын, жан екендігін,
Медеудің анасы екендігін көрсеткісі келді ме? Әйтпесе әлгі тысқа шығып келгенде қанжығасының құрғайтқанына көңілі толмады ма? Әйел шіркіннің қай бұлтақ сұтағы екенін кім біледі? Қалайда күйеуіне бір тарс ете түсуді өзінше дұрыс көрді. Дәрет алғаны болмаса Алтынай намаз оқыған жоқ. Байына еліктейді дейсіздер ме? Жоға, оқымайтын бір реті келгенде. Намаз оқығанда да Алтынайлардың аузын жыбырлатып, жығылып тұрып жатқанда не айтып не қоятын бір Құдай білмесе, пенденің көзіне жетсін. Алтынай төсегінің аяқ жағына отырып, мәсісін киіп жатып, күндегі әдетінше шұлығындағы тесікке сұқ қолын тағы бір батырды. Осы түскірден қашан құтылар екен? Ұлықтың қатыны басымен бақайы жылтылдап жүрген несі жақсы дейсің? Бірақ әлгі тірі болса бүтінделер деген ойы келді де тезірек орнынан тұрды. Өйткені сиырын саууға асықты. Тарғыл шолақ сиырдың бұзауы еміп жатқанға жүгіріп барып, басын жауып алып қараса, адам қатқыр, қақтап тұрып еміп қойыпты. Бүйірге бір нұқып, ашаға таман жетектеп еді, бас жібі шолтаң ете түсті. Басын шайқап, таңдайын бір қақты да жалғап, байлап, қасқа сиыр мен өкіректі саууға кірісті. Алтынайдың жарылған күс қолдары жып-жып етеді. Емшекті суыра тартқанда сиырдың көтеншегін солқылдатады. Сауған сайын сүт молайып, шелегі күр-күр етіп ән салады. Шелектің әнін тыңдап отырып, Алтынай қызыл бұзауына мықты бас жіп қайдан табылады екен деген ойға батады. Қойы жоқ үйге жіп шу деген нардың бұлы емес пе? Одан-бұдан шымқанып сұрап алған уысты құлақ жүн қайбір жарытады. Кіші ауылдағы Жамалдың апасынан сұрамаса, бұл ауылда атымен жоқ қой. Жап-жаңа аттай бір бас жіпті таққаны сол еді, сыртқы ауылдың балалары ала қойып, көзін ағартып кеткені. Қолына қолғаны шыққыр, қайсысы ғана ала қойды екен. Бір қолын шошайтып, шу-шулеп сиырларын қорадан аулағырақ айдап салған соң, Алтынай үйге келіп, шелектегі 2 сиырдың сүтін қара табақ пен ескі сары тегенеге бөліп қойды. Жұқалап, жайпақ ыдысқа құйса, қаймақ көп тұратынын Алтынай әлдеқашан білген ғой. Не дегенмен Алтынайдың қолы берекелі қатын. Жылында тістей қатып, тырнақтап жүріп, 3 сиырдан 3-4 қарын май алады. Өліп бара жатсын, аузында бір салмайды. Қаймақ болғап отырғанда, Медеужанның алақанында да бояу сатқан бақалшыға ұқсап шымшып қана салады. Онда да зорын тапса. Аққа қалай аузы түйді, солай ірімшік құрт қайнатам деп арпалысады. Оның есесіне қыстыгүні сорпаға, көжеге сарқасқа қылып құрт езіп, тойып алса, қора ішіне кемзелшең, көйлекшең шыққанда бойы қыз-қыз қайнап жүреді. Майының артығын сатып, киім-кешек ұн шайға жұмсайды. Ауылдағы кексе қатындар шаруаға қырбай келіндеріне ұрысқанда жейдіген шірік күң. Ана Алтынайды көрмеймісің? Беттерсің биялай қап отырғанын. Қазақтың қатыны осындай келеді деп ұрсатын. Мұқаштың да көбінесе түзде жүріп, шалықтап, оған-бұған ұрына беретіні Алтынайдың арқасы ғой. Қатынды үйін табжылтпай, бары жоғын білдірмей отырғандікі де. Бірақ Мұқаш оның қадірін біледі деймісің. Алтынай ырысы бар кедейдің маңдайына білетін қатын ғой. Дүниеде байының тауып әкелгенін ұқсата алмай, ас суында бір береке болмай, байын борышқа ұрындырып, бірін-біріне қоспай, қатынының сауды балақтанып, ызыңдап отырар ма кәпір? Одан қырсық не бар дейсің? Сүтін жайлап, легенін төгіп, күлін шығарып, ыдыс аяғын жуып болған соң, Алтынай пештің түбіндегі шекпен қаптан қара аяққа ұн салып алып, жүресінен отырып, тоқыраңдап бауырсақ иледі. Қолдары мәшинеші жыбылдап дереу есіп кесті де шошалаға барып от жақты. Молданың үйінің үлкен бақырына кеп, алқымына көсеу тіреп, қоңырсытып, бауырсақ пісіріп отырғанда, тауталаңдап, қауталаңдап көзін ашып, жұмып, манаурап, жалаң бұт Медеужанына келді. Тұрдың ба сәулем? Деп Алтынай оң қолымен қолтығына қысып, маңдайынан сүйді. Медеужан бақыраштағы қызара бөртіп келе жатқан ортасы тесік
жалбақай бауырсағына қарап, апа, жалпағым деп ұрты салбырап маңқиып аузын ашты. Иә күнім, сенің жалпағың деп апасы ши өткізіп жалпағын қолына ұстатты. Томпиған маубас медеу отқа борбайын қақтай шүмегейге салбырап, жүресінен отырып, шидің екі басынан ұстап, аузын ыржитып, бетін тыржитып, ыстық бауырсақтың шетінен тістей бастады. От маздап жанып, май шыжылдап, бауырсақ быжылдап жатыр. Медеу жаны жанында. Енді Алтынайдың ойы шайын қайнатып, күйеуін оятып, медеу жанын ортаға ала, ағасының тізесіне шынтақтап, үшеуден үшеуі ыңсыз, шыңсыз отырып, оразасын ашу. Шайын баптап қайнатып, әбден ұйқысы қандау дегенде, әлгіні оятып, Алтынай да бұл арманына жетті. Медеу жанға ұсаған бет-аузы қожалақ, кішкене самаурынның сол жағында қызыл жиек шынаяқты төрт саусағымен шошайтып ұстап, Алтынай тершіп, ащы шайын ышқына ұрттап отыр. Күйеуі де бауырсақты жүдемелете аттандырып, аузына тас салғандай аяғын босатып жатыр. Ағасының тізесіне сүйеніп, бауырсаққа ұртын бұлтитып, малжаңдап, көзін ашып жұмып, медеу жанында қалысатын емес. Байғұстар, шайларын ішіп болсын. Сұқым шалдарша, сұғанақ балаларша көзімізді сатып қылқиып отырмайықшы. Өзімізде де шай бар ғой. Қазақтың сондай телмірген әдеті құрсын. Түндегі оқиғадан кейін ел не жайлы болды екен? Мамырбай отағасы не күйде екен? Бекболат не болып қалды екен? Одан да соларды барып көрейік. Оқушылар, бері жүріңдер. Әлден уақытта жатып есін жиған еркектер ептеп басын көтеріп, бірте-бірте қыбырлап, індерінен шығып, өзгелерін дыбыстап шақырып, қатын-қалаш ұшқынып, шуласып, балалар енесіне табысқан қозыдай жамырасып, әкелерін, ерлерін, ағаларын іздеуге тырысты. Самбырлап, дүрлігіп, ентелеп, жүгіріп, баута-баута деп бірін-бірі шошытып, Мамырбайдың еттігін бұзып, не болды, не боп қалды, ойпырмай, амансыңдар ма, тірісіңдер ме деп анталаған, үрейленген еркектерді еттіктен шығарып алысты. Бәйбіше қайда, Ақбілек қайда деп көзі шарасынан шығып, Мамырбай отағасы күрс-күрс етті. Ойбай-ау, олар қайда, көргеміз жоқ десіп, таңданып, олай да бұлай да жүгірісті. Бір мезгілде өкірген сиырдай қараңғы түнді күңірентіп, қатындардың дауысы баж ете түсті. Жан шошырлық бажылға діретпеген жүрек қалмады. Сөйтсе, апанда теңкиіп, серейіп жатқан бәйбішенің үстінен шыққан екен. Ақбілек ұшты күйлі жоқ. Алып кетті ғой. Мамырбай өгіздей өкірді. Сылқ етіп отыра кетті. Ауыл қойдай маңырап, қозыдай шулап жатқанда дүрсілдеткен атты кісінің тықырын шеттегілердің құлағы шалып қалды. Атты дегенде су жүрек болып қалған жұрт, ішін тартқан дауылдай кенет басыла қалды да, сонша болмады, қайтадан дәуірлей, бажылдай күңіреніп кетті. Ол келген қазақ екен. Немене? Бәйбішені атып кетті. Ақбілекті алып кетті. Ойбай, Бекболатты да атып кетті. Күйеуді ме? Ол қайдан жолығып? Мына жақтан құс салып келе жатқанымыз емес пе? Ойбайлаған әйелдің даусы шыққан соң қуа жөнелгенімізде өлі ме, тірі ме? Әзір тірі, кім білсін. Бекболатты жақын ауылға апарып, жарасын таңып, жолдастары жан-жаққа шапқан екен. Сол шапқыншының бірі осы екен. Ажал шіркін адамның алдынан айғайлап келген бе? Аңсызда артыңнан бұғып келіп алып ұрғанын бірақ білесің. Ажал бір ұры ғой, ажалға не дауа десіп, ертеңінде маңайдағы ел жиылып бәйбішені көмісті. Сабыр етіңіз. Бұл да бір уақыт шығар десіп, Мамырбайға тоқтау көңіл айтысқан болды. Қаза, шығын, қайырын тілеңіз дегені болмаса, Ақбілекті ауызға алуға бір адамның тілі бармады. Өйткені ол жара атын атауға адамның аузы жеренетін жара еді.
Ол жалғыз Мамырбайға емес, бәріне де намыс, қорлық, масқаралық еді. Жаназаға жиылған жұрт ол жер бұл жерде топтанысып отырғанда бұл оқиға жайында неше түрлі бал ашып аңыз қылысты. Біреулері тегі ақсақалға азуын басқан, біреу басып берді ғой. Әйтпесе қиядағы ауылға келетін реті жоқ қой десіп, өз басынан ақыл шықпайтын қошеметшілер. Рас айтасыз, әйел іздесе Қарашат маңында ел бар емес пе? Бәрін қылатын қазақтың өзі ғой. Кімнің несі барын орыс қайдан білуші еді деп жүптесті. Өздерінің берекесіздігіне, намыссыздығына, бірін-бірі аямайтындығына көздері жеткендей болып, біраз ежелесіп басылған кезде бұл іс кімнен келді? Кімнің қолынан келеді екен? Десіп ойға жүгірісті. Ақсақалға ондай өшті қасты кім бар екен? Шөп тақырыпты дау шары үзілмеуші еді. Жаманбайлар болмаса. Қой, оларда орысқа шаба қоятын кім бар? Және ол қашанғы дәу? Бөтен біреу шығар. Бір келсе, бұл жұмыс Құрбан қажылардан келеді. Партия болған соң аяй ма деп, мына жақтан бір құла ауыз қоя берді. Сен қайдағы жоқты айтады екенсің? Елдің партия болып жүргені бұл күн бе? Бұл өзі елдің сауымында жоқ нәрсе ғой. Біреудің ашылмаған қауынын, жарылмаған жұмыртқасын, мұсылманның баласын кәпірдің не түуіне қиса, Құрбан қажы да оңбас. Өзі де бала ұстап отырған адам. Құдай жүзін көре ме деп ақсақалды қасқыр көз кісі тежеп тастады. Мен білсем бұл жұмыс әбеннен келді деп көптей болған көк тұмсық, тарғыл бет адам сар шақшасын сермеп бір қозғалып қойды. Ана жылғы қасқа атын орысқа әпергеннен бері оның ішінде қанқа толы болатын. Әй, бір қылсам ба деп соның кезеңі жаман еді деді. Әй, оның қолынан келер ме екен? Оның бір сенген адамы Мақышта деді. Олармен әнеу күні екі бие туралы шайрағу болып қалды десіп еді ғой. Біреуге сенбей, ондай көті болғаныш адам іс қыла алмаса керек деп қасқыр көзді көне адам тағы бастырмады. Ақсақалдың өшті қасты кісілерін қылға тізіп 10-15-ке апарып, біреуі үй деп, біреуі бүй деп жорғанмен байлауы түйін шықпады. Өйткені біреу партиялықпен, біреу жегжаттықпен, біреу алымсағы, біреу берімсегі үшін, біреу ұрланған малы тимегені үшін, біреу қатыны кеткені үшін, немесе қатынына, қызына барғаны үшін, ең болмаса тілі тигені үшін, біреуді айыптап, біреуді қорғағаннан басқа, әркім өз есебін ойлап, бүйрегі бұрғаннан басқа, дәл жанашырлық қылып, әділ қағушы, әділ тексеруші жоқ болды. Біреуі іреді, біреу сойды. Осы жұмыстың тұсында Мамырбай ақсақалға жаны ашығаны қысымсып, жағынып қалғысы келгендер де табылды. Ұрындырғысы келгендер де болды. Ақсақалдың қайғысында шын бейілмен ортақтасатын адам кемеді. Жалғыз жарым құдандалы тілеулес адамдар болмаса, бәйбіше қымызды аяқ таудыра беретін кейбір кедей көршілер болмаса, жалпылама достың да, қастың да бәлендей күйзеле қойғаны жоқ. Сырты күйзелген тәрізді болса да, ішінен жаман ойы арылып кете алмады. Жұрт жаназадан тарап, ай-жай болған соң, сол түнгі бейсауат жүріп, ат қинаған адам кім екен деп, әркім ақ сұрастырып құлағын түре бастады. Өйткені бұл жолы одан да бұрын да жалаң Мамырбай емес, талай ауыл шапқыншылыққа ұшыраған, мал мүлкі талауға адамы дүреге жығылып, шығындалған, күйзелген күйінді болған. Ел құлағы елу ғой, суық жүрісті адам білінбей не тұрсын. Сұрастырып қағып келгенде осының бәрін қылып жүрген Мұқаш екені кешікпей-ақ ашылды. Қалай ашылды десеңіз, былай. Сол күні кешке таман Мұқаштың Қарашатқа қарай желе жортып бара жатқан бір қойшы көреді. Бір деңіз, Мұқаштың қатыны ауылындағы бір абысынымен елеуіш бере қоймадың деп шаңқылдасып қалғанда, абысыны осы елдің бар дүниесін үйіңе тығып отырғаныңды көрермін.
Желікпе, құтырма, қарала сырмақтың иесін де білем, ақ киіздің бәтес көйлектің қайдан шыққанын да білем депті. Соны естіген соң Сүлеймендікі жансыз кісі жіберіп Мұқаштікіндегі сырмағын танып келіпті. 2 деңіз. Бәтес көйлектің де, жасыл жеңсіздің де иесі шығыпты. 3 деңіз. Мұқаштың Торала аты ертеңінде тер қатып жүргенін сыртқы ауылдағы Су Ыбырайым көріпті. Су Ыбырайымның сөзінде бәтуа болмаушы еді. Сонда да мұнымен 4 деңіз. Түн баласында Мұқаштың үйде тұрмайтынын бір сөздің ретінде Тезекбай молда да айтып қалыпты. Аңқылдаған адам ғой, мұнымен 5 деңіз. Мамырбайдың баласы үстімнен материал жинап, болыс болайын деп тұрғанда қойғызбай жіберді деп Мұқаштың өкпелеп жүргені тағы мәлім. Мұқаш болмаған несі қалды? Мұқаш, содан басқа адам да емес, деп ел түгел қол қойды. Ел болып Мұқашқа шұқшиды. Бұған не қылу керек? Қалай кек алу керек? Шауып ала ма? Сотқа бере ме? Өлтіріп жібере ме? Өртеп жібере ме? Қалай да не бірін, не бәрін істеуге елдің беті түзелді. Әйтсе де Мұқашқа тап бере алмады. Тап бермек түгіл маңына да жолай алмады. Оған себеп мынау еді. Бәйбіше мен қызынан айырылғалы, Мамырбай отағасы ертеңгі шайын ішкен соң төбе басына шығып жер шұқып отыра беруші еді. Бір күні төбе басында отырғанда Сүлеймен ауылы жағынан тымағының құлағы қалқаңдап бір атты кісі жортып келді де байға сәлем беріп аударыла түсе қалды. Амандықтан кейін: «Бай, түндегі малағымды білдіңіз бе?» деді. «Жоқ» деді. «Ойбай, үлкен оқиға боп қалды». «Немене жаным?» «Құдай оңдап елдің көзі бір ашылды». «Не бопты? Мұқаш па?» «Жоқ, ойбай, ал айтшы». «Таудағы білеуіттерді қызылдар тып-типыл ұстап әкетіпті». «Қалайша? Ақбілек қайда қалыпты?» «Ақбілектен хабар жоқ, әйтеуір түгел қолға түсіпті». «Оны сұрамадыңдар ма?» «Кім келді?» «Түрқұлақ ауылынан Телдайдың Қарақұлы келді». Қызылдар сол ауылда бекініп жатқанда Мұқаш ақтарды алдап үстіне алып келсе, қызылдар тарпа бас салады. Сасқаннан атысуға да мұршалары келмей қапты. Бұл иттеріңнің өзі бізге мықты болып жүргені болмаса, қысылған кезде түк емес екен ғой. Мұқаш оларды қалай алдап жүр? Есебін тапқандағы ол иттің өзі айлакер жанкешті неме екен. Қызылдарға тағы жағымды болды десейші. Жағымды болғанда қандай? Енді бір үлкен орынға кіреді ғой. Бұл сұмның арам ойы осы екен ғой. Япырмай, Ақбілек не болды екен? Одан хабар біле алмаған екенсің деп Мамырбай шатқаяқтап орнынан тұрып, аяғын абыраңдай басып, ентігіп үйіне қарай жөнелді. Ауылдың кісілерін түгел жиғызып алып, Ақбілекті іздетуге 5 кісі аттандырды. Бұлар шабуылдап, ауыл-ауылдан кез келген кісіден сұрау салып жүре тұрсын. Оған дейін Ақбілектен хабар берейік. Әуелгі кезде Ақбілек қолға түскен құралайдай, екі көзі мөлдіреп, көп ит анталаған бұралқы күшіктей құнысып, маңайындағы жанның бәрін жаналғыштай көріп, үркіп, елегізіп жүрсе де, анасын, ауылын ойлап, аузына дәм салмай аштан қатып, бүк түсіп көрсе де, әрі берден соң шыбын жаны түскір шыдатпады. Мезгілсіз өле алмады. Өмір шіркін неден сонша тәтті болды екен. Адам дегеніңіз басқа түссе баспақшыл болады екен. Абақты екеш абақтыға да, зынданға да, соғысқа да жүре-жүре адамның еті үйреніп, көндігіп кетеді деседі. Өлім жазасына бұйырылғанын естіген адам да тамақ жеп, ұйқы ұйықтап, өмір сүруден без алмайды деседі. Дүниеде адамнан көнгіш мақұлық бар дейсіз бе? Ақбілек те бірте-бірте тұтқынға еті өлгендей, бойы үйренгендей болды. Жаны шіркіннің тәттілігі ме, қорыққандық па, қорғансыздық па, немесе алғаш етегін ашқан адам ыстық көрінгендік пе, әйтеуір қара мұрт сүй десе, Ақбілек те оның бетіне ернін тегізіп, күл десе олда езу тартқан болып, сөйле десе олда балдырықтап, дүбілу тебе сені сүйемінді қағып, не деген ұрқына көне береді. Қара мұрт Ақбілектің қасынан екі елі айрылмайды.
Қолтығынан ұстап, белінен құшақтап, тауды, орманды қыдыртады. Жеміс теріп береді. Шашына, омырауына күздің солғын гүлін қадап береді. Көк шалғынға аунап, құшақтасып жатады. Тау өлкесіндегі бұталы бұлаққа апарып, Ақбілектің мәсісін шешіп, аяғын суға малып, ақ балтырында қара мұртын жыбырлатып сүйеді. Ақбілек шаршаса мойнынан құшақтатып, тақылжарынан бір қолын салып, көлденең көтеріп жүреді. Шайды өз қолмен ішкізеді. Нанды, етті өз қолмен аузына апарады. Екеуіне төсекті қағып сілкіп, қостың ірге жағына өзі салып, өзінің сұр шекпенін қымтап, бауырына басып жатады. Ернін жеп қоятындай құшырланып, ұзақ сүйіп, қатты қысып, о жер бұ жерін ұстап қытықтандырғанда Ақбілектің жүрегі аузында тығылып, тамырлары тұтанып, жанып кеткендей, тұла бойы шымырлап, көзін жұмып, өзін өзі ұмытып, әлсіреп, керіліп жата кетеді. Содан кейінгіні де өзі де білмейді. Басқа бір дүниеге кіргендей болады. Осынша өліп-өшіп, өзеуреп, еркек басымен әйелге мұнша кішірейіп, ит сияқтанып, аяғына шейін жалағанына Ақбілек түсіне алмайды. Мені алдаймын, жұбатам деп істей ме? Жоқ, шынымен жақсы көргені ме? Болмаса көптен әйел көрмей құмартқаны ма? Әйтеуір орыс шіркіннің орыстығы-ау деген ойға келіп тоқтайды да, одан арғысын болжай алмайды. Қайткенмен Қарамұрттың қылығы бәрі жат. Кейде Ақбілек сонша бәйек болып отырғанына, еркек басына ұят қой деп ішінен жиренеді. Кейде өзін әлдеқандай көріп, өзін өзі жұбатқан болады. Қалайда екеуінің арасы жер мен көк тәрізді. Тән жақындығы болғанмен, жан жақындығы жоқ тәрізді. Бір күні қас қарайған кезде орыстар бір жаққа баратындай қару-жарақтарын қамдап, мылтықтарын сытырлатып, оқтап, ер-тұрмандарын салдырлатып, балдырлап сөйлеп, аттарын ерттеп, әбігерлене бастады. Қарамұрт пен екеуі тоғай аралап келген жаңа еді. Ақбілек қосқа кіріп, солдат көрпесінің үстінде шынтақтап, үхілеп, ауылы есіне түсіп, босаға жақтағы қара астауға көзін салып жатыр еді. Даладағы олай-бұлай жүгірісіп, ат ерттесіп, әр жерде күбірлескен көп орыстарға Қарамұрт барып бірталай сөйлесті. Қабағы түсі сұрланып қайтып келді де, ол да мылтықтарын сүртіп, оқшын тойларына оқ толтырып, киім, ер-тоқымдарын жинап, қамдануға кірісті. Ақбілек басын көтеріп алып, қайда барасың дегенде Қарамұртқа таңдана, үрейлене қарады. Қарамұрт төмен қарап, күйбеңдей берді. Бір мезгілде тысқа шығып кетіп, тілмашын алып келді. Біз соғысқа барамыз, сен қайтесің деді Ақбілекке. Ақбілек көзі бажырайып, не дерін білмей сасып қалды. Қайда болғың келеді деп тағы сұрағанда, Ақбілек мойнын әнтек қисайтып, бұғағын бұлтитып, жалынған, назданған дауыспен, ауылыма қайырмайсың ба деді. Қарамұрт басын шайқады. Ақбілек кірпігін жыпылықтатып жерге қарады. Тілмаш тағы сұрағанда Ақбілек, тым болмаса жақын жердегі бір ауылға жеткіздірсеңіз деп көзіне жас келіп қалды. Қарамұрт басын тағы да шайқады да, бізбен бірге жүргің келмей ме деді. Соғысқа ма деді Ақбілек еңсесін бүгжитіп. Соғысқа деді Қарамұрт иегін бір қағып. Ақбілек басын шайқап, ендеше мені осында тастап кетіңіз деді. Түнде жалғыз өзің қорықпайсың ба? Қорықсам да қалайын, сіздер қайтып келмейсіздер ме? Деді жұлып алғандай. Мәлім емес деп Қарамұрт мұртын дірілдетті. Сол сөзді бітірген кезде тағы 3 орыс келді. Олардың басын сілкуінен, қол сермесінен Ақбілек бір жаққа апарайық, жағылып масқаралайық, атып өлтірейік деп тұр ғой деп түсінді. Қарамұрт оларға ашуланып, көзін тікірейтіп, тістене ежірейіп сөйлеп еді, беттері қайтқандай, алақандарын жайып, мойындарын қылқың еткізді. Сендердің талқыңа бермеймін деп тұр екен деп, Ақбілек Қарамұртқа жаутаңдап қарай берді. Әрі-бері сөйлесті де олар кетіп қалды. Қарамұрт отырды. Жүре бер дегендей тілмашқа бас изеді. Төмен қарап, маңдай терінің 3 саусағымен уқалап біраз отырған соң, оң қолын сілкіп қалып,
ұшып түрегелді де өз кеудесін өзі түртіп Ақбілекке қолын ұсынып жүр деді. Ақбілек жып-жылдам түрегелді. Қарамұрт Ақбілекті қолтығынан ұстап қостан шықты да оң жақтағы бұлақтың бұтасына қарай алып жүрді. Ұйтқып соққан ызылдар жел, ай жоқ, қараңғылық қоюланып келеді. Сабаған жүндей түйдектелген шыңылтыр сұрқыл бұлттар тоғытқан қойдай шоғырмақталып, тауға қақпақ болатындай, тауды тұншықтыратындай аш тауықша селдір жұлдыз тарыларын бір-бірлеп қалқып жатыр. Жұлдыздармен бірге үміт сәулелерді де бір-бірлеп батып бара жатқандай, Ақбілектің сұм жүрегі әлденені сезгендей болады. Екі көзі жалт-жалт етіп Қарамұрттың бетіне қарай берді. Қарамұрттың беті сұрланған, көзі қанталап, танаулары желбіреп қозғалған іспеттенеді. Аяқ басуы қатаң, Ақбілекке ұнамайды. Жүрегі қысылып, өкпесі аузына тығылып барады. Шеткі шоқ таудан асып, көк таумен Араңқайға барғанда Қарамұрт тоқтады. Ақбілектің бетіне тура қарап біраз тұрды. Құшақтап қысып, аузынан 3 рет құшырланып сүйді. Осылай тұр дегендей екі иығынан басып қалды. Өзі 5-6 адымдай анадай жерге тұра қалды. Мені неге атасың? Не жазығым бар еді? Ағатай-ай, не қылдым? Деп Ақбілек зарланып, жылап, өне бойы қалшылдап Қарамұрттың мойнынан құшып, аймалап сүймесін бе? Қарамұрт қолын салмақпен көтеріп, керенеу құшақтап арқаға қақты. Аяғандай болды. Бетіне қарап біраз тұрды да мылтығын қабына салып, Ақбілекті қосқа қайта алып жүрді. Қосқа кірген соң тілмашын шақырып алып айтқаны: «Мен сені сүйдім. Сен үшін жанымды қидым. Өзімнен кейін өзгенің сүйгенін қаламаймын» деді. Ақбілектің іші мұздай боп кетті. Ой жасаған орысқа сенім жоқ екен-ау. Әнеугіден бері ерлі-зайыпты кісідей жолдас боп жүріп, кетер күні өлтіріп кетем дегені неткен өзімшілдік, неткен тасбауырлық, неткен қанішерлік. Орыс шіркін өзім ғана өмір сүрсем екен дейді екен-ау. Өзгені жан екен десейші, аяу деген болсайшы деген ойлар дереу сап ете түсті де дереу айла тапқысы келді. Мені өлтірме, қасықтай қанымды қый. Мен саған тағы керек болмасымды қайдан білесің? Мен түсімде саған еріп, қала барып жүредім. Сен бұл жолдан аман есен қайтасың, елге аман барасың деді. Жақсы сөз жарым ырыс деген мәтел өте-мөте өлімге бара жатқан адамға жылы тисе керек. Қарамұрт Ақбілектің сөзіне ырым көріп сенді де, айтқаның келсін дегендей аузынан сүйді. Шам жамырап, ел орынға отырған кезде орыстары бастығының ақырып қалған даусымен қаздай шұбырып, асудың тараузына қарай арқандай созылды. Ақбілектің жанын жынның ойнағындай ойрандап кеткен озбыр омырау, өксікті күндер орыс мінген аттардың аяғымен бірге алыстап бара жатты. Тықыр озаған сайын «Алла, Алла, Алла» деген лебіз кеудені керіп, ауыздан еріксіз ағылуда еді. Көшкен орыстың жұртында бұралқы күшіктей қаңғырып, Ақбілек жалғыз қалса да жалғыздығына өкінген жоқ. Орыстың оғынан өлгеннен де құлазыған иесіз тауда тентіреп өлгенін артық көрді. Орыстардың дыбысы өшкенше құтқарғаның шынба жасаған дегендей арттарынан топырақ шашып, қарасу өшкен соң «Үх!» деп демін бір алып төңірегіне көз салды. Ол кезде ызғырығы ызылдап, бойды мұздатып, сабалақ қара бұлттан тон жамылған күздің көзсіз қара түні Ақбас Алтайдың үстіне қара бурадай шөгіп, сай-салаға бауырын төсеп, дүние қарауытып келе жатыр еді. Көк жүзінде жайылып жатқан жұлдыз қойларын көздеп тұратын шопан атасындай жау көргендей зым-зия жоғалыпты. Сабалақ қара бұлттар-ау! Ақбілектің жанын тұншықтырған қара тұман аз болды дедіңдер ме? Үстіне мұнша төнгенше, анау асқар таулардың басына түнесеңдерші. Күздің сарғыш жапырақтары-ау! Кімді әлдейлеп сыбдырлап тұрсыңдар?
Қалың бұтаның қайғысыз, қамсыз быт баудырықтар-ау, несіне қара түнді жаңғыртып тұрсыңдар? Сұлудың жүрегін жанышқан ауыр шерді сендер сейілтем дейсіңдер ме? Қанатын қаршыға күйретіп, қиқайған қостың алдында бір қолмен жер таянып, аспанға қарап отырған сұқсырдың налыған зарын тәңірісіне жеткізем дейсіңдер ме? Бұлттар-ау, серпілсеңдерші, жапырақтар-ау, сыбдырлап жерге төгілгенше шерлі сұлуға сая болсаңдаршы. Ызғырық-ау, ызылдағанша жапанда жалғыз қалған баланың әкесіне хабар берсеңші. Ой, мейірімсіз шіркіндер-ай, сендердің тіліңді Алтайдың жаралы аруы білмейді ғой. Сендердің қас-қабағыңа қараймын, сендерге еркелеймін деп, есіл сұлу мұндай күйге ұшырады ғой. Жел мен бұлттың алласына сенем деп сенделіп қалды ғой. Түн түнереді, ақбілек үрейленеді. Төбесінен зу етіп бір топ шөлегей өтеді, ақбілек дір етеді. Шөпті сыбдырлатып торғай ұшса да, тоғай ішін тартып уілдесе де, тау үкісі таңдайын қақса да, ақбілек жан жағынан жау қамап келе жатқандай елегізіп қымтырыла береді. Жатайын десе көзіне ұйқы келмейді, отырайын десе қорқып барады, жүрейін десе қараңғы түнде жол таба алмайтын адасады ғой, әлденеге ұрынамын ғой деп қорқады. Есі дерті осы арадан кету, бірақ түн ішінде кете алатын емес. Қазақтың қосын, қазақтың астауын, шөмішін ес көрді. Үңірейген иесіз қосқа кіруге тағы батылы бармайды. Ақбілек қайтерін білмей, алақтап, құнысып, бүрісіп көп отырды. Түнге түн ұласқан тәрізденеді. Қос алдында жатқан астауда көрінбейді. Жасаған-ай, таңда атар мекен. Бір мезгілде орман жақтан бір үрейлі дауыс шыққан секілденді. Ақбілек елегізей бастады. Манадан бері жалмауыздай көріп отырған үңірейген қосқа жалма-жан кіріп кетті. Ауылда қой күзетіп жүргенде қасқырлардың ұлығанын әлденеше естіген. Әлгі дауыс соған ұқсайды. Апырмай, қасқыр келе ме? Онда қайтем? Қой келмес, қоста кісі бар деп ойлар. Қорқар, қостың айбыны бар ғой. Әлде манағылардың кетіп қалған олар да білді ме? Олар барда қасқырдың даусы естілмеуші еді ғой. Қостың есігінен ептеп сығалайды. Қараңғыда бірдеңе қараң еткендей болады. Бірақ дыбыс білінбейді. Қорыққанға қос көрінген шығар деп жориды. Өзіне қайрат бергісі келеді. Оған да болмайды. Ұлыған дауыс әнтек толастап бара жатады да тағы да естіледі. Бара-бара ұлы молаяды. Тауды күңірентіп, өзге дыбыстың бәрін басып кетеді. Ақбілектің қолы өзінен өзі қостың бір сырығын суырып алады. Құлаш төс жарадай қайың сойылша. Сойылшаны қос қолдап бауырына таман қысып қояды. Бір ұшы қостың сыртында. Қасқыр келсе қару қылмақшы. Ұлыған дауыстар саябырлаған тәрізденеді. Сойылшаны жерге сұлатып салып, Ақбілек азырақ бой тоқтатады. Бірақ онысы ұзаққа бармайды. Бұлақ жақтан су сылдырлағандай болды. Бұл немене? Адам ба? Аң ба? Кім болса да қатерлі. Ақбілек сойылына тағы жармасты. Демін ішіне тартып сілейіп қалды. Кешікпей-ақ қара түнге қас-қатар дөп дөңгелек екі көз пайда бола кетті. Екеуі де қып-қызыл жайнаған от. Ақбілек атып түрегеліп қостың түкпіріне бұғып отыра қалды. Әйтсе де байыз таба алмады. Сойылы қостың аузында қалып қойыпты. Ақырын еңбектеп қостың аузында қолын созып жерді сипалады. Сипалап жатып сығалап еді, екі от төртеу болды. Сөйткенше болмады. Олардың артын айнала көлгенеңдеп екі қызыл көз тағы өте шықты. 6 от Ақбілекке 60 оттай көрінді. Қараңғы түн қаптаған қызыл көз болды да кетті. Оттар бір жалт етіп, бір сөніп, елбелектеп таянып келе жатқан тәрізді. Ойлағаны келді ме? Мінекей, шөпті сыбдырлатып келіп қалды. Әне, қараң ете түсті. Ойбай-ай, бір топ қасқыр. Енді қай жаққа барайын? Ал міне, қостың төңірегін сылдырлатып жер тіміскіп жүр.
Ой жасаған-ай, тауып алар ма екен? Ойпырмай, әне біреусі от басындағы сүйекті қытырлатып кемірді. Мынаны көріп, Ақбілектің не жаны шықпай отыр десейші. Ақбілек үнін шығаруға мұршасы келмей, өлген кісідей отырған жерінде сіресіп қалды. Әлден уақытта арсалаңдаған бір аш қасқыр Ақбілек отырған қостың аузына келіп қалды. Ақбілектің жан даусы түнді тіліп жібергендей шыр ете түсті. Қасқыр біткен жарық беріп, көздері жалт етіп, тістері сақ етіп, оқшырайып тұра қалды. Қасқырлар ырылдасып, күрілдесіп, бураша шабынып тұрып алды. Ақбілек қасқырлардың қарсы шабатынын білгендей жалма-жан ұшырып, қостан атып шығып, қараңғыда көзім жоқ деген балаша айналана дөңгелене айғайды салып, ағашын сермей берді. Анда-санда арс-ұрс еткен дауыс шығады. Қасқырға тиме, қосқа тиме, әйтеуір ағашы кейде бірдеңеге тигендей қолы сүйсініп қалады. Қасқыр одан жаман өршеленеді. Ақбілек жан ұшыра сермейді. Қасқыр қимылдайды, Ақбілек сабалайды. Қасқыр абалайды, Ақбілек сабалайды. Қасқыр қамалайды, Ақбілек алалайды. Қасқыр довданады, Ақбілек дөңгелейді. Қасқыр күрілдейді, Ақбілек шырылдайды. Қасқыр қырқырайды, Ақбілек шырқырайды. Сөйтіп Ақбілек көп қасқырмен көп соғысты. Ақбілек әбден алқынды, алас ұрды, жұлқынды, әлі құруға таянды. Енді жығылдым ғой, енді талайды ғой, енді ауызды салды ғой, енді жеді ғой деген кезде Ақбілектің аяғы астынан бірдеңе жылт ете түсті. Ақбілек алас ұрып жүргенде аяғымен шашып жіберген екен. Қасқырлар отты көріп жарық берген екен. Қасқырдың оттан қорқатыны Ақбілектің есіне сап ете түсті. Ауылда қой күзеткенде қотанның шетіне жағатыны қане? Ақбілек от басындағы тезекті, құраған шөпшекті дереу тұтатып үрлеп жіберді. Менің керегім жаңа болған жоқ па? Дегендей желде қошеметке иеленіп жалынды лап ете түсірді. Жалын қалай шықты, солай қасқырлардың қарасы өше берді. Өлмегенге өлі балық деген осы да. От сөніп қалса, Ақбілектің өмірі де сөнетін еді. Отты тапқан адамның атасынан айналсаң болмас па? Заула отым, заула, мазда отым, мазда. Қорқақ аңдар, тілсіз жаулар, қаш маңыма, жолама. Күйдіремін, өртеймін дегендей Ақбілек от тәңірге сүйініп, таң атқанша маздатып, жаны аман қалды. Қызыл көз, қасқыр жүз, қабылан азу, қара түнді Алтай аңғарынан үркіткелі, қорғасын аспанға алтын айдар күнекей соғуын өрмелеткелі, күншығыс ұжмағы қызыл қақпасын ашқанда Ақбілек артында алақ-алақ етіп жолға шықты. Белінде түндіктің бауы, етегі ышқырында, қолында түндегі сойылша. Кімді ұрып жығатынын кім білсін, әйтеуір ала шықты. Аспанның күн жақ туырылығы ақшыл тартып, тау бастары алтын жабатқандай күлімдеп келеді. Таң ата жел де тынды, бұлттар да ыдырады. Өлкеден ұшқан бозторғай тау иығының деңгейінде қанаттарын қалшитып, күнікей соғуды мадақтап, тау-тастан беташар сұрады. Бозторғай-ау, көрімдікті Ақбілектен сұрасайшы, Ақбілек алтын сақинасын атып тастағалы келеді ғой. Оның жүзінде нұр бар ғой, ол керегін жарық күн бар ғой. Ұзақ күнгі түпті қасқырмен арпалысқан замат ұмытып, шоңқайма кебісінің жез нәлісі тастан тасқа шықылдап, қашқан киіктей қаздаңдап барады ғой. Ақбілек а дегеннен асуға тартты. Асумен асып елге бара жатқан, елден мал, азық-түлік алып келе жатқан орыстарды талай көрген. Осы тар асудан басқа бұл шаттан шығатын жолдың жоғын білген. Арты елсіз тау толған жау, аю, қасқыр, қабан, алды тар асу. Асу асты тағы жау. Кешегілер алдынан қарсы шығып қалмасына кім кепіл? Енді Ақбілек қаздаңдамай кім қаздаңдасын? Енді есен аманында ел шетін көрсем-ау деп ұйқы тамақты шаршағанды ойына алмай, көңілі алып ұшып, ентелей басып ентігіп келеді.
Асуға шыға бергенде артына бір қарады. Аяқ астында томардай томпайып қостар тұр. Анау тау жолғасындағы ағаш, анау көгал, анау сайсала, анау орқаш-орқаш тас Ақбілектің адамгершілігін аяққа таптаған, абыройын төккен жер. Оларға көзі түскенде күйінген, өкінген, жиренген, әйтеуір өзегін өртеген бір жаман сезім пайда болды. Төрдегі таза төсенішті балғап кеткен күшікті желкесінен ұстап, өз тезегіне өзінің тұмсығын тигізсең қандай жеріп қыңсылап кейін шегінеді. Артына қарағанда Ақбілек те сол күшік тәрізді болды. Қарағысы келмеді, теріс айналды. Асуға шықса да алды артын ораған таудан арыла алмады. Бұраңдаған қиятас, кедір-бұдыр, соқпақ беті ашық даланы көрсетпеді. Күн таудан найза бойы көтерілгенде Ақбілек алқынып бір кезеңге шығып еді. Алды бұдырмақ дала екен. Ауылына келгендей қуанып кетті. Қанаты болса ұшып кетер еді. Әттең шіркін. Балтырлары солқ-солқ етіп жіліншігі сырқырай бастады. Оған да қараған жоқ. Қыбырлай берді. Бір мезетте Ақбілек екі қолын құлаштай сермеп ылдиға түсті. Аяғының сырқырағаны әнтек басылайын деді. Шаршаған жоқ екем деп көңіліне медеу қып еді, сөйтсе ылдиға қарай жүргеннен жеңілденген екен. Тағы бір өрге шыққанда аяғы қорғасын құйғандай ауырлап кеткен тәрізденді. Сүйектері сынып бара жатқандай болды. Ақ сүйек ойнағанда ор қояндай орғып, бір қажымайтын аяғы түскіргене болды. Әбілет басып әлде бір пәлеге бастап келеме. Апырмай, тым құрса бір ауыл емес-ау, бір қазақ емес-ау, бір мал көрінсейші, бір мал көрінсе де Ақбілек қатерден құтылғандай көріп келеді. Бірақ адырлар бірте-бірте бұлдырланып, белес тартқаны болмаса қарайған еш нәрсе көзіне түспеді. Бір қырдан асқанда көлденең созылған сай килікті Құдай жарылқады. Өзен, арғы қабақта жол жатыр, ел жақын ғой. Ақбілек ақтық күшін салып, аяғын тезірек басты. Ағыны тас домалатқан тасты сайдың тар өзені екен. Жадағайлау жеріне келіп, белін шапан қамзолын шешіп, көйлекшеңденіп, білегін түрініп жуынды. Су ішті. Әбден шаңырқап, шаршап қалған екен. Сусынды қанып бір кенелді. Ақбілек су жиегінде бірталай отырды. Су ағады да жатады, Бір таусылуы жоқ. Қатерді, өлімді білмейді. Еш нәрсені сезбейді. Мен ішсем де, ит ішсе де бұған бәрібір. Жақсыға да, жаманға да сусын болады. Құдайдың бұл бір құдірет-ау, мейірім-ау, оны біз білмейміз-ау деген ойлар келді. Өмірі су көріп жүріп, мұндайды ойлаған емес. Бұл ойды қалайша ойлағанына өзі де таң қалды. Аяғының астындағы суға қарап еді, өзінің түрін көрді. Шашы ұйпаланып қалған екен. Сумен сылап шашын жатқызды. Тарағысы келді, бірақ кім үшін түзелем деген ой келді де тараған жоқ. Осы судың бойында бір қалтарыс жел болса, азырақ отырып демалайын деп жан-жағына қарап түрегелді. Аяғы ұйып қалған екен. Жіліншігін 3 рет қарыстырып жіберді. Ұйығаны басылған іспетті болды. Сол жағында бір жарлауыт көрінді. Ақбілек көп ойланбай-ақ қамзолын киіп, шапанын жамылып, түндіктің бауы мен сойылшасын сүйретіп, солай қарай жүрді. Адам көрмейтін жер осы ғой деп, бір мүйістеу жерге келіп тоқтады. Арты жар, алды су, оң жағы мүйіс, сол жағы құлаған жардың топаны. Кішкене қуыста суға қарап, екі тізесін құшақтап бүгжиіп отырды. Күн қызып, шекесі жылынып келеді. Мынау өзен бойындағы ел қайда? Күздігіні бұл өзенде ел отырмаушы ма еді? Жиекте жол жатыр ғой. Ойбай-ау, жақын жердегі ел шаттағы орыстардан босып кеткен екен ғой. Маңайды жын орнағандай қалды ғой. Мал жанында билік қалды ма? Талай қыз мен сияқты соры қайнады ғой. Бірақ тап мендей болғаны жоқ шығар. Қостарында әкелген әйел көрінбеді ғой. Әлде өлтіріп тастап жүрді ме? Орыс шіркін адамды аямайды екен-ау. Құрғырдың атын атамайынша тағы келіп қалар. Олар неғып қайтпады? Әлде бірдеңеге ұшырады ма? Олар кіммен соғысып жүр екен?
Әлде төңіректегі қазақтармен? Қой, қазақ бұлармен не қып соғысалысын? Не қауқары бар? Әлде қазақ біткенді қырып тастап, малдарын, қыз-келіншектерін тартып алғалы жүр ме? Онда бәрі бірдей неге кетті? 5-6 тауы барса да мылтықтарымен бір тайпа елді жусатпай ма? Өздері қорыққан кісіше асығып үсігіп алды-артына қарамады ғой. Әлде бір күшті жауы келіп қалды ма? Олардың жауы кім? Ойбай-ау, әлгі әкемдер ақтар, қызылдар деп отырушы еді. Сонысы ма әлде? Қызылы да орыс па екен? Олар да қызалып қаша ма екен? Орыс болса қара мұрттай ақ болар. Ол да мені өлтіріп кетем деді ғой. Апырмай, апырмай, жасаған-ай, енді қайтейін деп тамсанып қой. Суға қараса ақбілекті бұлдыр-бұлдыр ой тербетеді. Тербеткен сайын көздері кішірейе түседі. Ұйықтап қап, масқара боп жүрмейін деп сығырайып бара жатқан көздерін ашып алады. Сонда да болмайды. Бір жағынан күннің қызуы маужыратып, бір жағынан ағын су ойын тербетіп, түні бойы ұйқы көрмей, сілесі құрып, жаяу жүріп шаршап келген сорлы қалғып кетеді. Ақбілек ояна келгенде селк етіп басын оқшита жұлып алды. Бөтен жерде, өзен бойында, жар түбінде жападан жалғыз шошайып қалғанына өзінен өзі қорқып кетті. Қара шаттан қашып келе жатқаны лезде есіне түсе қалды. Ұшып түрегелді. Күн еңкейіп түс қаңғып кетті. Өзеннің о жақ бұ жағына бойлап қарады да өткел іздеп кебісі тырпылдап тағы жағалады. Әлі жүріп келеді. Өткел жоқ. Сойылшасын суға бойлатып әр жерді бір көрді. Бәрі де терең тәрізді. Әлден уақытта бір жадағайлау жерге жетті. Екі жағы домалақ қиыршық тас. Ағыны бұжырланып жатыр. Балағын тізеден асыра түріп, етегін жиыра көтеріп, кебіс мәсісін қолтықтап, мамық табанын қия тасқа балтылдатып судан өтті. Жарты шақырымдай жерде бір дөңес көрінеді. Соған шығып ел көздемек. Ол белеске шығып еді, ар жағы одан да биіктеу адырсымақ екен. Ақбілек жан-жағына барлап жер болжады. Алғы беті ашық, арты кенере тау. Ақбілектің ауылы осынау кенере таудың түбінде, шығыста емес, құбыла жақта. Өйткені артындағы таулар өз тауларына ұқсамайды. Сонау бір көлденең таулармен тұтасып кетіпті. Ендеше таудан онша алыстамай, құбыла жаққа таумен жарыса жүру керек. Ақбілек соны ойлады да белестен асып жадағайлау алдымен аяңдай берді. Адыр-адыр, елсіз дала, бозғыл көде, кербетеге тобылғылы беткей, төбешік, обашық, қызыл құмайт, шөптесін шөңейіт, қоңыр тышқан, ала сауысқан, ор қоян, бозторғай. Осыдан басқа кезге түсер қара-құра жоқ. Даланың көркі ел екен-ау, елсіз дала емсіз жарадай көрінеді. Малшы байғұстар неғып іші пыспай жүреді екен. Ай, қу дала, қу далада жалғыз жаяу бір мұңдық. Сары далада сары уайым жамылып Ақбілек келеді. Толарсағы бұлтылдап, тышқан аулап күйгентай жүр. Қыранымсып шыңқылдап. Әне, алыста безек қағып, бір торғай тұр шырылдап. Бейне әуеге шегелеулі тұрғандай бір орнынан тапжылмайды. Қанаттары дірілдеп, сол торғайдың шырылдағы ащы дейді құлаққа. Өзгелерден үні өзгеше. Не болды екен бейбаққа? Сол торғайдың маңайында жаны ашыған арашашы жандарша. 4-5 торғай айнала ұшып, таяу-таяу бара түсіп, ап кетуге тас қорғанды бұза алмаған ерлерше тиіп қашып өтіп жатыр. Ол жаққа бір, бұл жаққа. Бір мезгілде әлгі торғай жансыз тастай ағып түсті топ етіп. Ақбілекте оқ бойы жеркебеді. Ол торғайдың түскен жері қалың шөп. Көз айырмай қарап келеді Ақбілек. Әлгі торғай қалың шөпке түсті де қалбалаңдап, далбалаңдап, шөпке таман айналаңдап, шыр-шыр етіп, безек қағып, олай-бұлай шоршыды. Бұл байғұсқа не болды деп жетіп келсе, қасына қалың шөпте жатыр екен білектей бір сұр жылан. Сұр жыланның найза басы қақшиған, бейне ажал, алмас көзі бозторғайға шұқшиған айыр тілін жалаң-жалаң еткізіп, ысқырғанда өңбеніңнен өткізіп, арбап
буып, уытын жиып, торғай сорды топылдатып қылқ еткелі тұр екен. Сыржуанның атып жыққан оқ көзінен көз айырар бозторғай да дәрмен жоқ. Қалбалаңдап, далбалаңдап, оршып түсіп, тұмсығына тиер-тимес елбелектеп жүр екен. Бір ап десе біткені ғой жұмысы. Торғай қашан аузына кеп түскенше оқты көзін қадап, айыр тілін жалақтатып жатады екен сұм жылан. Бозторғайды аяп кетті Ақбілек. Сыржуанды сояушамен салды келіп қақпастан. Жауыз басы астына кеп солаң ете дүрс етті. Торғай сорлы есеңгіреп қалған екен. Жығылып тұрып, жер бауырлап, қырындап барып жөндікті. Шыр етіп, шыбын-шіркей боп аспанға бір-ақ ұшты. Тулап жатқан жыланды Ақбілек табандатып тағы екі ұрды да жөніне жүре берді. Жылан торғайды арбап жейді дегенді Ақбілек бала кезінде естіген. Мынаны көрген соң құлақ естігенді көз көреді деген осы-ау деп ойлады. Бұл жауыздың көзінде не сиқыр бар деп ішінен таң қалды. Манадан бері уайым басып, жабығып келе жатқан кісі жүрегі қаттырақ соғып, тамырлары желпініп шаршағанын ұмытып кетті. Торғайды ажалдан аман алып қалғанына қуанды. Жыланды өлтіргеніне ерленді. Әрі ырым көрді. Торғай бір бейбақ қой, ол байғұста не зиян бар? Торғай, атым бар, бір жапырақ етім бар, маған тиген балалар атанаң өліп, жетім қал деп қарғайтын торғай емес пе? Ешкімге жазығы жоқ қой. Соны ойлағанда Ақбілек менің кімге жазығым бар еді деп тағы ойлады. Өзін торғайға, өзіне қастық қылғандарды жыланға теңеді. Торғайдың жауын мен өлтірдім, менің жауымды да біреу өлтіреді екен деп бұл оқиғаны өзінше жақсылыққа жорыды. Соны ойлап келе жатқанда бір дөңестің астынан ағараңдаған бір шошақай нәрсе қылтың ете түсті. Ақбілек сасып қалды. Бұғып отыра қойды. Отырып еді көрінбей кетті. Түрегелуге орыс бола ма деп қорқып, отыруға тағы дәті шыдамай не екенін білгісі келіп барады. Орыс болса бәрібір құтып алмаспын, жан-жағым жалтаң, не де болса көрейін деп әнтек отырған соң ептеп көтеріліп сығалады. Шошақайдың үкі секілді бірдеңесі былғаңдап, өзі қимыл етіп дөң астымен Ақбілекпен жарыса кетіп барады. Орыста мұндай нәрсе жоқ еді ғой деп ойлауы-ақ мұң екен. Шошақай жуандады. Бас болды, кәдімгідей дуананың басы, әнекей қолындағы асасы да шошаң етті. «Әй, дуана!» деген сөз аузынан қалай шығып, қалай қойған Ақбілек өзі де білмей қалды. Дуана аяқ астынан үріккен жылқыша жарқ беріп, олқып, әнтек тұра қалды да бұрылып Ақбілекке қарай жүрді. Тани кетті Ақбілек. Етегін кірмен зерлеген, төбесін үкі сәндеген, басында найза, ақ тақия, қолында шәңгіш асасы. Асасының өн бойы шығыршық, көпшік, сылдырмақ, үші қозы жауырын, мойнында жұмыр тәспісі, танауы таңқиған, омырауы аңқиған, кеңірдегі сорайған, желіншігі сидиған, саусақтары шибиған, үркек малша оқшиған, бес тал сақалы шоқшиған, шынжау етті, шың бетті, жағына пышақ жанитын, бір көргеннен танитын Іскендір екен кәдімгі. Іскендірің кім? Ақбілекке зияны тимес пе? Ендеше ол аяңдап Ақбілекке жеткенше Іскендірдің қандай адам екенін айтып көрейік. Бұл Іскендір дуананың бармаған жері, баспаған тауы жоқ. Бұл Өскеменің, бұл Зайсаныңыз, бұл Семейіңіз, бұл Қарқаралыңыз, бәрінде Іскендір жалаң аяқ шарлаған. Ол атарбаны да, пароходты да көрген. Борокөт-ау, борокөт деп оған өлең де шығарған. Іскендірде үй жоқ. Кез келген үй оған үй. Тау, тас, сай-сала, ескі мола, бәрі де оған үй. Онда ел де жоқ. Оның елі дүйім қазақ. Онда мал да жоқ. Тұрған күйі әлгі өзіңіз көрген. Ол дүние жимайды. Ақша берсең кез келген ауылдың балаларын жарыстырады да бәйгеге үлестіріп жібереді. Іскендір дорба салмайды, ірімшік құртыңды алмайды. Оған қолма-қол ішетін тамақ берсең болғаны. Төрдің алдында шарт жүгініп отырады да Алла хақ деп бір ақырып қылқ еткізіп, қағыс салып, асасын бір тіреп тұрып кетеді. Тана моншағын, үкісін сұрасаң Іскендір бере салады.
бірақ қыз-келіншектерден өзі сұрап алады. Іскендір өтірік айтуды, кісі алдауды білмейді. Адам баласына жамандық ойламайды. Үлкенді әке, аға деп тұрады. Мейлі жаңа түскен келіншек болсын, қатын біткенді шеше дейді. Еркек, әйел деп айырмайды. Бала біткенді балақайым дейді. Кісіге өмірі қатты сөз айтпайды. Өзін ренжіткен адамға түк демейді, тек басын шайқайды. Дуана мына бір қияңқы баланы қорқытыңызшы десе, қой балақайым, жақсы, қорқытпа деп басынан сипайды. Іскендір әсіресе балаларды жақсы көреді. Іскендір келсе, бала біткен шұбырып соның соңында болады. Ит біткен шулап артында жүреді. Іскендір асасын жайқап аяңдай береді. Асасынан тістеп жатса да итті ұрмайды. Балалар оқып жатса, Іскендір жетіп барып молдасына қол береді. Балалар да қуанып дуанаға қол береді. Іскендір балаларды молдадан жалынып сұрап алып азат қылады. Кейде қонған ауылда кешке таман Іскендір үй жанында жүгініп отырып, оң қолының білезігінен бір балаға ұстатады. Олай-былай сілкіп баланы жығады. Ол күрескені. Балалар қызық көріп кезек-кезек күреседі. Бала жығылып қалса, балуаным, жығылып қалдың деп қолын қоя береді. Жығылмаса, балуаным, сен жықтың деп басын сипайды. Іскендір не десең соған нанады. Пәленше сені шақырыпты, қаладан көмір әкеп берсін депті десе, солай ма деп салып жүріп кетеді. Қыстың қызыл шұнақ аязында Іскендір 50 шақырым жердегі қаладан Исақай Ешенге бір қап көмір әкеп берген күндері болған. Сонда қарды бұрқыратып, жалаң аяқ жүреді. Ол өмір бойы аяғына лыпа ілген жан. Іскендір мақтағанды сүйеді. Дуанеке, пароходпен жарыстыңыз ба десе, ол әке, жарыстық қой дейді. Ол жүйрікпен де, жорғамен де, отарбамен де жарысқан болады. Бірінен қалдым деп айтпайды. Бар мақтанатыны жүйріктігі. Кейбір көрген адамдар бәйге атынан қалып қойған деседі. Ауыл маңында ерегістіріп, тай байталмен жарыстырғанда 2-3 шақырымға дейін оздырмайды. Дуана неғып шаршамайсың десең, Құдай қуат береді дейді. Іскендір бір жерде байыз тауып отыра алмайды. Бір үйге кірсе, хақ деп бір ақырып, бетін бір сипап, шығып жүре береді. Ол құмалақ салмайды, балашпайды, обал деп басын бірақ шайқайды. Ол намазға да онша күнтақты кісі емес. Кейде жұрт намаз оқып жатса, дәрет алмастан жалаң аяқ барып қатарға тұра кетеді. Көбінесе оқымайды. Біраз аузы жыбырлап, ішінен ыңылдап бірдеңе айтып жүреді. Анда-санда хақ деп көңіліне ышқына бір ақырып қояды. Іскендір көп сөйлемейді, жауапты қысқа-қысқа қайырады. Сөйлесе кейде тақпақтап кетеді. Дуана союға қойымыз жоқ еді десе, қойыңыз болмаса ойыңыз болды, ойыңыз болса тойыңыз болды деп жыбырлатып әкетеді. Іскендірдің қабақ шыққаны жан көрген емес. Қашан көрсең де жайраңдап жымиып отырғаны. Іскендірдің неғып мұндай боп жаралғанын, оның кеудесінде не қылған жүрек, тамырында қандай қан, бойында неткен қайрат барлығын ойлайтұғын бір адам жоқ. Ел тек оны дуана дейді. Бір алуан адам дейді. Іскендірдің өмірі жұмбақ. Қалайда Іскендір адам. Бұл неткен адам. Әлгі Ақбілекке кез болған Іскендіріңіздің жайы осы еді. Дуана Ақбілекке жетіп келіп, балақайым, алақайым, шырақайым, қайдан келесің деп басын сипады. Ақбілек не дерін білмей күбілжіп міңгірлеп қалды. Дуанеке, мен Мамырбай ақсақалдың дей берді. Орыстар алып кеткенін айтуды ұят көрді. Үндемеудің тағы да жөн жоқ. Қалайда бірдеңе айту керек болды. Маңдайын сипап, көзін жыпылықтатып, төмен қарап, мен Мамырбай ақсақалдың баласы едім. Ауылымнан адасып, ауылымды таба алмай жүрмін деді. Дуана қалай неғып адасып жүргенін сұрамады. Балақайым, адасып қалдың ба? Мамырбай, Тәуірбай, Сауырбай. Білем, алып барайын, бағып қарайын, жолға салайын деп қолынан жетелей бастады. Қайдан неғып келе жатқанын сұрамағанға Ақбілек қуанып, еріп жүре берді. Дуана сол қолмен Ақбілекті жетелеп, оң қолындағы асасын жыбырлата тіреп, қара ағаштай қатқан аяқтары қаздаңдап, қатты аяңға басты. Анда-санда, балақайым, көзі мөлдіреп, табаны үлдіреп, қарны ашып, қаны қашып қалған екен ғой деп жыбырлатып тақпақтап қояды.
Ақбілек не дерін білмей, біресе дуананың шошаңдаған 5 тал сақалына, біресе күнге күйген қошқыл омырауына қарап қояды. Түрпідей сүйек саусақтары Ақбілектің білезігінен мықтап ұстап алыпты. Үйіне қазір алып бара қоятындай-ақ ентеңдей басып келеді. Ақбілек өзі шаршап, қолтаулап әрең жүріп келе жатқан сорлы жетелеген жағына бос жағы ере алмай шешесі сүйреген жас балаша қырындай береді. Бір мезгілде Ақбілек сүрініп кетті. «Дуанеке, кішкене жайырақ жүрсеңіз» деді. Шаршадың ба балақайым?» деп қолын қоя беріп жайырақ аяңдады. Әйтсе де сау аяңға дағдыланған дуана әупілдеген кеше бұқаша кеудесі куілдеп әудем жерге бармай-ақ Ақбілекті тағы артына тастап кетті. Дуананы сөзбен тежегелі Ақбілек «Дуанеке, ауыл алыс па?» деп сұрады. Дуана деп тоқтай қап «Жетеміз» деді. Дуана тағы озып кетті. Ақбілек шаршауға айналды, бірақ шаршадым деуге ұялды. Тағы да сөзден бөгейін деп «Дуана» деп бір дауыстады. Бұл жолы Ақбілек маңайда орыстардың бар жоғын сұрады. Дуана орыс па? Нән жауғырлар. Бар ғой деп жыбырлатып жөнді жауап айтпады. Жауабына жарымай Ақбілек өз ауылының қай тұста екенін сұрады. Дуана «Анау көрінген тұмсықтың астында болады» деп көгерген тауды нұсқады. Ақбілек ауылына бүгін жете алмасына көзі жетті. Жақын арадағы елге қонуға әрең деп жетсе сол. Дуана желпілдеткенмен Ақбілекке бәрі де алыс сияқты, өйткені аяғы жүруге жарамай мүлде салдырап қалып еді. Бірталай жер жүрді, сонда да жете алар емес. Алыста, көз ұшында, адырдың бөктерінде әлде қарауытқан мал, әлде қарауытқан томар секілді бірдеңелер көрінеді. Күн еңкейіп намаздыгер болды. Ақбілектің қарны ашты, қажыды, аяғын кебіс соғып қажып тастады. Әлден уақытта жүруге мұршасы келмей дымы құрып отыра кетті. Дуана жарты шақырымдай озып кеткен еді, дауыстаған соң жылдам аяңдап жетіп келді. Ақбілек жүруге жарамайтынын білдірді. Балақайым, көзің мөлдіреп, табаның үлдіреп, шаршап қалдың ба? Балақайымды арқалап алайын, кел міне ғой деп алдына келіп арқасын тосты. Ақбілек мінерін де, мінбесін де білмей именіп аз отырды. Үлкен еркектің мойнында дардай басымен мінуді ұят көрді. Қарамұртқа қатын болғаны, оның құшақтағаны, сүйгені, балаша көтеріп жүргені дереу есіне түсті. Дінсіз орыс еркелеткен арам денесін қасиетті дуананың арқасына артуды обал көрді. Бірақ дуана міне ғой деп күтіп отыр. Ел алыс, жүруге әлі жоқ. Амалсыздан орнынан тұрып, бір тамсанып күрсінді де, екі қолын ептеп дуананың мойнына апарды. Денесін тигізуге өзінен өзі жиіркенді. Мойнына қолы баруы мұң екен, шәлке саттай адуын дуана яу-пірім деп көтеріп түрегелді. Ақбілектің салбырап тұрған екі аяғын екі қолмен икемдеп қысып алып, асасын Ақбілекке ұстатып, бір лықыдып қалды да, әлуетті дуана адымдай жөнелді. Ақбілек дуанаға аттай мініп келе жатқанында күлерін де жыларын да білмеді. Әйтсе де көңілі жайланайын деді. Өйткені ол орыстың өңгеріп алып қашқанын да көрді ғой. Онда оның алды да арты да қараңғы көреді ғой. Онда адам балам деген үміт жоқ, қорлыққа да, зорлыққа да, өлімге де, ұятқа да басын байлаған еді. Енді оның мініп келе жатқаны адам баласына қиянаты жоқ әулие дуана. Оның келе жатқан беті ауылы, әкесін көреді, құшақтап көрседі, апасына құран оқытады, әкесін апасындай болып күтеді. Бірақ өзін өзі қалай жұбатса да, жүрегінің басында түртпектеліп бір зілді нәрсе жатыр. Ол түртпек арқандаған аттай, қуаныштың құлашын жаздырмайды. Бер жағы бұған да шүкіршілік еткісі келсе, ар жағы бұлт құрсаған күндей жаздырмайды. Езуі ғана жымиған болады. Бет-аузы, көзі күлмейді, ілгіштеніп жібермейді. Дәл мінер кезде тайсалғаны болмаса, жүре-жүре Ақбілек бала кездегі апасының мойнына мініп келе жатқандай, астындағы дуана екенін де ұмытып, бала күні есіне түсті. Онда теңбіл ақ шыт көйлегі бар, балағының аузын қаралап батсайымен көмкерген қызылсаң дамбалы бар. Айдары селтиген, жалаң аяқ жүгіріп жүретін сүйкімді қыз еді. Ақ қарабас ылқайына қызыл шашақ тағып,
үкілеп атқып мініп өзі құрбы балалармен жарысар еді. Жатқан сары атанның үстіне бала біткен жабылғанда атан ұшып түрегеліп балалар өркешіне, ойнағына жабысып жығылдым деп шуласар еді. Түйенің, жардың, томардың, тастың арасында жасырынбақ ойнар еді. Үйдің сыртына мосыдан күрке істеп, ішіне киім төсеп, шиден істеген қуыршақтарын отырғызып, күйеу келтіріп, келін түсіріп, шәлі салындырып, көрімдік сұрап, үлкен қатындаша тамсанысып, сынықсып сөйлесер еді. Апасының көйлек пішіп қойған шабуын қуыршағына киім қылам деп қиып тастап, апасынан таяқ жереді. Сонда апасы жақсы көрер еді. Ақ шұнақ қыздан айналдым деп, бауырына қысып, бетінен шөпілдетіп сүйер еді. Сол апажаны қайда? Жасаған-ау, оның үңіреп қалған орны немен толады? Үйіне барғанда маңдайынан кім иіскейді, кіммен көрісіп, жылап, мауқын басады. Ақбілектің көңілі бұзылып, көзіне жас кеп қалды. Енді болмаса жылайтын еді. Аяқ астынан дір етіп ұшқан бозторғай көңілін бөліп, жасын тоқтатуға себеп болды. Ол кезде күн батып, шам жамырай бастап еді. Манағыдай емес, дуананың аяғы қоюланайын депті. Бір-екі өрге келгенде дуана Ақбілекті арқасынан түсіріп дем алды. Құрысқан белін қайқайып жазып, құнақ жылқыша сілкінді. Ақбілек өзі жүрейін десе де дуана болмай тағы арқалап алды. Ымырт жабыла ит даусы естілді. Ақбілек қуанып кетті. Ауылға жақындадық қой деді. Жақындадық, балақайым, жақындадық деп дуана Ақбілекті тағы бір лықытып жауырынына таман шығарды. Сүт пісірім болған жоқ, тезек иісі жұпар иісіндей Ақбілектің мұрнын жарған кезде, келдік, дуанеке, енді өзім жүрейін деді. Балақайым, әлі бір талай жер бар деп дуана түсірмеді. Ақбілектің мұрны қоңырсыған сүттің иісін сезгенде дуана тоқтады. Осы төмпейдің астында ауыл бар деді. Ақбілек түсті. Дуананың сүйек қолы езіп, құрысып қалған тақал жырын оқалап, жазып, шапанын сілкіп, жамылып, дуанаға еріп, қолы қаулап, тағы аяңдады. Төмпейдің иығынан асқанда адырдың бауырында ауыл көрінді. Не дөңгеленген алқа қотан емес, немесе қатар тізілген жалғас емес. Бұл жерде тырқырап қарауытқан 5-6 қыстау. Байқаған кісіге бізді мекендеген иелеріміздің мінезі де тап біз тәрізді тырқыраған, берекесіз, ұйымсыз деп тұрған тәрізді. Кейбір қоралардың қасында қарауытқан мал көрінеді. Мал қоралап адам аяғы басылайын депті. Анау адырдың түбіндегі қомақтырақ қорадан түтін бұрқырап жатыр. Оның оң жағындағы кішірек қорадан бір көлеңке құраңдап, сол үйге таман кетіп барады. Адырдың сол жағына таман төмпейге тірей салынған бір ұзын қораның маңында қара-құра көбірек тәрізді. Ақбілек қай үйге барарын білмей дағдарып келе жатыр еді. Дуана анау үйге барайық деп адырдың бауырындағы үлкен қораны нұсқады. Ақбілек, ол кімдікі? Мұсабайдікі. Мына жақын үйге барсақ қайтеді, деді Ақбілек. Өйткені Мұсабай ауқаттырақ адам екенін білетін. Ақбілек тәуірлеу үйге барғысы келмеді. Тәуірлеу үйдің қатын-қалашыда таңырқайды. Әркім көр жерді сұрап мазасын алады. Тәуірлеу үй сарылтып, жуырда тамақта бермейді. Ондай үйде сыпайы отыру керек. Кім біледі, тәуірлеу үйдің қылжақбастары да болар. Тәлке кетер. Одан да барысымен сусын ішіп жантая кететін керейдікі жақсы болар еді деп ойлады. Және осы күйсіз қалпында тәуір үйге бас сұғуға қорланды. Не бетіммен барамын деген ой келді. Ақбілек, жақын үйге барсақ қайтеді дегенде дуана тұрып, бұл үйлер жарлы ғой, қонақ асыға зарлы ғой, қарның ашып қалады ғой деп жыбырлатты. Жарлы боп неғысын, бір сусын жұтып жантая кеткендей жер табылса болады да деп Ақбілек тағы айтты. Әйел көңіліне бірдеңе алса қарсы бола ма? Ақбілектің бетін білген соң дуана да таласқан жоқ. Балақайым, мейлің деп жақын үйге бұрылды. Дуана бұрылған кезде Ақбілек етегінен тартып, сіз бұл үйге менің кім екенімді айтпай-ақ қойыңыз. Тезек теріп жүріп адасып кеткен екен, тауып алдым дей салыңыз деді. Дуана Ақбілекке оқшия қарап, балақайым, өтірік айтқан жарай ма? Өтірікші Алланың дұшпаны ғой деп аяңдай берді. Сүмелек сары ит дуананың сылдырлаған асасын естіп, одан барып қоқиған тақиясын көрген соң, енді жатудың жөні болмас дегендей,
даусы қарлығып, алды бір бөлек, арты бір бөлек қиралаңдап үрді. Ол кезде қара сиырдың астынан сауыс жыртық тері шалбары тылтиған қатын да шелегімен қабат түрегеліп, қисайған кір кимешегінің милығына сұқ қолын жүгіртіп, көзін сығырайтып, бір аяғын ілгері салып, кет былай деді. Дуана асасымен артын жайқап таяна беріп, шеше, құдайым иман боламыз деді. Қатын жауап бермей жатып, дуананың артын ала тоқтаған Ақбілекке қарай мойын созып бір тамсанды да, мынау не қылған бала? Деп сұрады. Дуана байысталып тұра алмай, жата-жастана естірсіз, рұқсатты ба? Деді. Ойбай-ау, ана байдікі тұрғанда біздің қонақ күткендей не жайымыз бар дей бергенде Ақбілек те ілгері таман бір аттап, жеңгей, шалап берсеңіз де ырзамыз, сіздікін қалап келдік деді. Ойбай-ау, қарағым-ау, қалап келсеңдер енді амалым бар ма? Айран шалапты бөліп ұрттарсыңдар деп қатын Ақбілектің нәуетек даусын естіген соң әрі іші жылып, әрі таңырқап, қонамыз дегенге әлдеқандай боп қалды. Ендеше үйге кіріңіздер деп көң күлімсі сасыған тапал қорасына қарай бастады. Қадаға бастарыңды соғып алмаңдар, бері деген дыбысымен екі қонағы соңынан еріп, шалжиған тапал есіктің орқаш табалдырығынан аттап үйге кірді. Есіктің жіп тұтқасын Ақбілек бір-екі тартып еді, мұрны жырық, тартыншақ, түйеше кегжиіп келмеген соң қоя берді. Үй іші тастай қараңғы. Қатын былайырақ әр таман деп дуананы итпектеп бір жерге таман апарды. Дуананың етегінен ұстап Ақбілек те барды. Бұл кім, апа? Бұл кім деген жас баланың даусы да шықты. Ақбілектің аяғына шөп сыбдырлайды. Үйдің іші сасық, әйнек сымақ бір күңгірт тесік көрінеді. Жерде жатқан бір шоқпытқа сүрінен біріне Ақбілек дуананың қасына таман келіп отырды. Отыра бергенде дуананың хақ деген даусы саңқ ете түсті. Ақбілек шошып қалды. Қатын, көтек деді. Бір бала шыр етіп жылап қоя берді. Ересектеуі апалап апасына ұмтылды. Апасы жылаған баласына шығарма даусыңды. Ал дуана құлақ кеседі деген соң баласы қоя қойды. Балақайым, жылама, кеспеймін деп дуана да уатты. Шырағданы түскір қайда кетті жоғалып деп қатын сипалап күңкілдеп жүріп тысқа шығып кетті. Аздан кейін Қарақұманның қақпағына істеген білте шырағданын тапал пештің ернеуіне қисайтып қойып, тұмсығына сұқ қолымен май тигізіп, қағып уқалады. Сөйтті де қолын көлеңкелеп тұр жаққа Ақбілекке қарады. Қатын бірдеңе сұрап қалама дегендей Ақбілек жалма-жан, жеңеше, суыңыз бар ма? Деді. Су жүрегіңді алар, салқын айран бар еді деді. Ендеше айранға су қосып беріңіз, шөлдегенім әлей еді. Берейін қарағым, берейін деп қатын күйбеңдеп қазандық жақтағы аяқ табағын саудырлата бастады. Сол кезде пештің бұрышынан ертегінің қызындай кішкене қара қыздың додыраған басы қылтиды. Дуана асасын арт жағына сүйеп қойып, шарт жүгіріп ыңылдап отыр. Қара қыздың көзі бажырайып тұр. Ернеуі кетік-кетік, жайпақ қоңыр зеренмен сусын әкеп беріп жатып, Ақбілектің бетіне үңіле қарап, бір тамсанып қойды. Ақбілек сусын ішіп болғанша, қатын көйлегінің жыртық жерінен ышқырын тұр қасып, қарсы қарап тұрды. Қатын аяғын алып кетісімен Ақбілек арт жағын сипалап, бұрыш-бұрышта жатқан шекпен бе, шалбар ма кім білсін, әйтеуір бір үйіндіге басын қойып, шапанын жамылып, жантая бастады. Ақбілек жантайған кезде дуана сырылып орын беріп, қозғала тысқа шығып кетті. Ақбілектің жатып қалғанын көрген соң қатын да қораға шықты. Содан арғысын Ақбілек білген жоқ. Әбден талығып келген сорлы сусын жұтып, басы жерге тиген соң дамыл алып қата қапты. Қатын даладағы дуананы айналдырып Мамырбайдың қызы деген соң деп іші сезе қойды. Дығырдай Мамырбайдың қызын бір жұтым шалаппен жатқызуды жөн көрмей, саулы бозінгеннен бір қылым ұн сұрап алғалы және үйіне Мамырбайдың қызы қонып отырғанын айтқалы дереу сол үй жаққа жөнелді. Саулы бозінген дегенге түйе екен деп қалмаңыз. Түйеден кісі ұн сұрай ма? Бұл қазақтың да жыны бар ғой. Әжептәуір кісіні бозінген деп шығарып, бұт жимас демегеніне шүкіршілік. Саулы бозінгеннің кім екенін айта кетеміз бе? Неміз кетіп барады. Бос сөзге жанымыз құмар ғой. Айтсақ айта кетейік.
Қулардың неліктен Саулы Бозінген деп шығарып жүргенін ит біле ме? Бұл өзі Мұсабайдың қатыны еді. Аузы даладай боп қартайып қалса да, Бозінген жаулығына кір жуытпайтын, мақтаншақ, ұры кеп белеу кісі болатын. Тықпа сақал, бір мойын жаман Мұсабай Бозінген бірдеңе айтса, іңгә дей алмайтын. Ол түгіл Саулы Бозінгеннің бір ауылға би болудан да демесі болатын. Өзге қатындарға талай мойын салып, айғырлық қылам десе де, Бірмағанның тымырсық қызыл қатыны әлденеше жерде әпігін басып, аузын аштырмай жүретін. Әйел шіркін ұрысқанда қайдағы жайдағыны қазатын әдет емес пе? Қойшы, не болса ол болсын. Әлгі кедейдің қатыны сонымен Бозінгенге жөнелді дедік қой. Ол өз туысы бір табан жақын қызыл қатынға неге бармады екен? Жоқ, қызыл қатынға бармай Бозінгенге жөнелуі де қулық еді. Қызыл қатын екеуінің араздығымен пайдаланып, Бозінгенді тағы бір сауып алмақ еді. Бұрын да талай сауған ғой. Жаман иттің атын Бөрібасар қояды демекші, Бозінген әлгі бір шатасының атын Әнуарбек қойған еді. Қызыл қатын ғой, оны Шаза деп жүрген. Бозінген құлағы түрік кісі ғой, түріктің Әнуарбегін естіп, баласын соңдай қылмақ қой. Көрші қатын үйге кірген кезде Бозінген аузын қайыстай созып, қойшы енді Әнуаржан, ұйықташы қалқам деп, бір қолмен Әнуаржанды қағып, келіншегімсіп, қыпшасын қылмайтып, бөксесін бұлтитып, өз денесіне өзі сүйсінгенде қылмысып жатыр еді. Көрші қатын сипаңдап босаға жақта тұрғанын көріп, Бозінген маңызданып қасына келіп, «Күмсінай, жай жүрсің бе?» деді. «Жай емес, бір жұмыспен» деп Күмсінай бір жамбастап сырғып Бозінгеннің қасына келді. Бозінген әлде бір қызық өсек айтады екен деп, кимешегін желкесінде қарай бір тартып, жампаңдап құлағын таяй қойды. Күмсінай сыбыр етті. Бозінген қойшы деп басын көтеріп алып, жалғыз отырма деп мылтық ататын кісіше бұғып тағы күбірлесті. Сөйткенше болмады. Күйеу келді дегеннен жаман. Бозінген апыраңдап түрегеліп, жалма-жан ауыз үйге барып Күмсінайға қайталатып, бір аяқ ұн салып берді. Беріп жатып, өзімде барам деді. Күмсінай, барғанмен көре алмайсыз, ұйықтап қалды деп еді. Ол сөз Бозінгеннің құлағына бит жаққан құрбы кірген жоқ. Қол-аяғы жерге тимей, шошалада сүт пісіріп жатқан қара кемпірге барып, көзін ашып жұмып естіген хабарын айтты. Қара кемпір бір тамсанып отын көсей берді. Оған жармаған кісідей Бозінген шудасы желкілдеп байын іздеді. Байы тысқарыда дәрет сүртіп, бір қолы шалбардың ауында, бір қолы ішінде тұр екен. Бозінген келіп, «Үй, сен естідің бе?» деп жылқып шалбардағы қолын суырып алды. Өз үйіне түгел естірткен соң бұл хабарды ішіне сыйғыза алмай, Бозінген бошалаған түйеше тайраңдай басып, екі қолын алды-артына құлаштай сермеп, бір құлақтікіне қарай жөнелді. Ауылды қыдырып жүріп, бірталай жанды құлақтандырған соң, қасына екі қыз бір қатын еріп, енді Бозінген Күмсінайдікіне тартты. Неге десеңіз, Бозінген отбасының әйелі емес, бір болыс елдегі әңгімені үйде отырып біліп отыратын, еркектердің партиясына да, дау шарасына да кірісіп кететін сақ құлақ, еті тірі көшелі кісі ғой. Елдің игі жақсылары да Бозінгеннің үйінен талай дәм татқан, және біздің Бозінген еркектермен дойбы, қарта, асық ойнайтын, насыбай атып қонаққа өлең айтқызбай жібермейтін, қызып кетсе өзі де айтып салатын, бозбала келсе екі езу жиылмайтын сері кісі ғой. Тек Бозінгеннің қара бойында титтей ғана міні бар еді. Өз басының киім-кешегі болмаса, өзге шаруаға әнтек қыры жоқ еді. Таза көрпелері саутақ-саутақ боп, төсек оны жуырда жиналмай, қоқып ыбырсып жатар еді. Қызыл қатын түскір Бозінгенді көгенені көтіне түртпейді деп өсектеуші еді. Бозінгеннің өзіне тартқан бір керімсал қызы бар еді. Әлгі Айтжан ғой. Сол Айтжанын мақтап, домбыра тартқызып, ән салғызып, бозбаламен әзілдессе, өзінің де жаны кіріп отырушы еді. Қалжыңға боғауыз сымақ сөз араласып бара жатса, Бозінген өзі кимелеп Айтжанға жол бермеуші еді. Сол Айтжанның құтты жеріне қондырып, жалғыз өзі іші пысып, ұрындарға қара таба алмай жүргенде мына хабар Бозінгенге Құдайдың үйге айдап әкеп берген дәулетіндей көрінді. Құдай-ау, мына тұрған біздікіне келместен есінен айырылған соры Күмсінайдікінен не алғалы қонып жүр екен деп саңқылдап келеді. Ол әншейін сөз ғой. Бозінгеннің есі дерті
Орыстар қызыққан қыз қандай екен, Айтжаннан несі артық екен, киімі қандай екен, орыстың талқысына түскеннен соң қандай болып қалды екен, соны білу ғой. Орыстар өз ауылына да келген, қыз-қатындар тау тасқа тығылған, өзі де үш орыстың қолына түсіп қап бұйырғанын көрген. Кіші үйдің қызы содан бері жіңішке ауруға шалдығып, отбасында сұлап жататын болған. Сонда да қатын шіркіннің таңсыққойлығы басылған ба? Бозінгендер Күміснайдікіне кірсе бұрышта домаланып біреу жатыр. Дуана далада болса керек. Сары ит қораның сыртында қаңқылдап қояды. Бозінген шырағданды бір қызға ұстатып, Ақбілектің қасына келіп, шапанын ашып қарады. Ақбілек аузы әнтек ашылып, сілекейі ағып, қорылдап ұйықтап жатыр еді. Байғұс-ай, деді Күміснай арт жағынан келіп. Не қыласыз, ұйықтасын, деді. Бозінген шапанның өңірін қайырып, әдібін көрді. Көйлегінің сүйегін байқады. Жеңсіз қамзолының жиегін, қалтасының қақпағын, кебіс мәсісін бәрін шұқылап көріп болған соң, маңдайына шашырай салбырап тұрған шашын ақырын сырғытып, өзі де қыз десе қыз екен деп қорытынды шығарды. Шапаны биқасап, әдібі батсайы, жеңсізі дүрия, көйлегі бәтес екенін айтысып, біреуі Айтжанның көйлегі тәрізді екен деп, енді бірі Айтжандікі бұдан гөрі қаттылау деп тұрғанда, Бозінген Ақбілекті былай қойып, көйлек жайынан қыздармен айтысып кетті. Оның айтуынша қыздардың білмейтін болып шықты. Айтжандікі 5 есе артық болып кетті. Айтжан қараға ұзатылмағанда орыстар қырылысып қалатын екен. Масқаралықтан бір құдай сақтапты. Өйткені аманында бергенін өзі қалапты. Екіқабат болғаны есінде жоқ. Қатындар, қыздар біраз дауласып қарқыны басылған соң үйді-үйіне тарады. Бозінген үйіне келген кезде Мұсабай бірталай ой ойлап, уысына еш нәрсе түсіре алмай дал боп қисайып жатыр еді. Жағдай былай. Мұсабай жаңадан байыған, мал жанды қалтырауық адам болатын. Бұрын қаланың жатағы ғой, қатыны да жатақтың қызы ғой. Үйіндегі бас көтерер адам қатыны, соның арқасымен кісі болып жүретін. Ана жылы жоғалған бір-екі бесі Мамырбай төңірегінен шығып, соған қолы жете алмай жүретін. Өйткені Мамырбайға да ел керек қой. Төңірегінің ұрлық қарлығына ара түспесе, адамдығы қайсы? Мына қызы қолға түсіп тұрғанда соның қаржуын қайыруға болмас па екен деп Мұсабай жаман ойына жүгіртіп еді. Қызды тығып қояйын десе, ауылы құрғыр түгел естіп қойды. Өзге айтпағанмен бір маған барып жеткізеді ғой. Бір мағанмен оның малайын азғырып алған туралы жаздай араз болып, қатындарының шайырғал екені есінде. Қызды біреуге беріп жіберуге кім даяр тұр? Ол тағы білінбей қалмайды. Ақбілекке сұрау салып жүргені мәлім. Әлде бір епті жігітке масқаралатса қайтер еді. Бірақ онымен де не кегі бітеді. Мамырбайды шығындатқандай бірдеңе табу керек қой. Қалай шығындату керек? Міне бұл мәселенің қиыны болды. Қатыны келіп қыздың сұлулығын мақтағанда өзінің жаман делебесі де қозды. Бірақ Бозінгеннен асар қауқар қайда? Қайтейін сұлу болса деп кейіді. Қайт дедім саған деп қатыны да тежеп тастады. Сонымен Мұсабай күшеніп дөңбекшіп жатып қалды. Әрі жат деп қатыны да шынтағымен бір түртіп, теріс қарап, өткен дәуренін есінеп, осы жаманға қайдан тидім деп тағы да өкінді. Түнде шайға оятқанда Ақбілек тұрмай жатып қалған. Таңертең Ақбілек көзін ашса, үй толған кісі. Оң жағына қараса, немере ағасы Әмір отыр. Қарағым-ай деп, Әмір кеңсеңдеп құшағын жайды. Ағажан-ай дегеннен басқа аузына сөз түспеді. Ағасын бас салып солқылдап ағыл-тегіл жылады. Ауылынан келген екі жігіт бірінен соң бірі көрісіп, кеңкілдеп, Күміснайдың жаман үйін басына көтерді. Көріскен кісіні айырғанды парыз көріп алған қатындар тоқтау айтып, айқасқан қолдарын жазып, салиқалы Бозінгенде пешке сүйеніп, енді қайтсын деп есіркеген болды. Алайда қатындардың көңілі бұл көріске жармады. Өйткені Ақбілек суырылып сөйлей алмады. Жайшылықта қыз ұзатқанда кісі өлгенде айтылатын жырлардың бірде-бірін айтпады. Тұтқиылда тығылып қалған жүрек қызыл тілге құшырын төге алмады. Ішке толған қалың шыр кернеп келген бұлақтай қатты ышқынған жас болып ыршып кетті. Ақбілек жыр жаттапты көрген жоқ қойды. Қыз болып ұзатылуға да әлі талай заман бар ғой деп, балалығы айырылмай жүрген 15 жасар бала ғой. Шешесі өлгеннен бері дауыс қып жоқтағандай болған жоқ. Өз басына күн туып кетті. Қатындар онысын есеп қыла ма? Сөйлемей көріскенін жас баланың жылағанындай көріп, айыздары қанбады. Жыласып, көрісіп,
үндемей төмен қарап біраз отырысты. Әлден уақытта Әмір ағасы отырып, түнде осы ауылдан хабаршы барған соң жата алмай қолға түскен атпен жүріп жеттік деп қалай келіп қалғанын білдірді. Мұсабай жаман ойдың ұшығына шыға алмай жатқанда Бірмаған жақсы атты кісі бола қалайын деп түнде шапқызған екен. Бірмағанның қызыл қатынды өзгеден гөрі омыраусып Ақбілектің қолын ұстап айырып жүргені сол екен. Қызыл қатын қарап тұрмай, естігенде өз баламыздан жаман аядық, қайтейік, не амал бар, деді. Әмірдің бір жолдасы, ағайынның ағайындығы осындайда көрінеді де деп Бозінгенге көзінің құйрығын жіберді. Жайда көсемсіп жүрушің, бүгін қайда қалдың дегендей қылды. Өйткені Мұсабайдың Мамырбайға қиғаштығын білуші еді. Және де Мұсабайдың биесін ұрлаған кісімен бұл жігіт жегжат еді. Жігіт оны айтқанда қызыл қатын мардымсып, иығын бір көтеріп, ол не дегенің? Біз анау-мынау қазақтай боқтан өзгені қолға тізбейміз деп келе жатыр еді. Бірмаған отырып, керегі не сондай сөздің деп қатынын тоқтатты. Бұл сөздің бәрі Бозінгенге жарадай тиді. Ләм деуге айтары болмай тымырайып жаяу ернін жымыра берді. Түнде әлгі қорсылдаған шошқа бір атты қинағанда бүгін Бозінген бұл сөзді естірмеді. Шірік ит талай жерде өлтірді-ау. Күмісінай шай даяр екенін білдірді. Ауыл кісілері тысқа шықты. Қызыл қатын Ақбілекті үйіне қонаққа шақырып еді. Әмір тәңір жарылқасын айтып ауылға жеткенін мақұлдады. Бірмаған жабысып көріп еді, қонақтар асыға берді. Ендеше Ақбілекке кер жорғамды ерттеп, өзім апарып салып қайтайын деп Бірмаған тысқа жөнелді. Бозінгенге бұл жұмыста қатты тиді. Үйіне келіп, өмірі абайыр байланбаған сұқым, отыр енді албасты басып деп байын тағы бір мүжіді. Мұсабай үндемеді. Қатын шіркін бір жеңіп алған соң таң атыра ма? Өзінен шығар өнері болмаған соң Мұсабай қатынға қол тапсырып пір қылған ғой. Қатынды болмаса бұл Бірмағанның қолы емес пе? Бірмағанның әнтек қолы кеміп бара жатқаны. Әйтпесе мұның қасында ана құрбым адам ғой. Бірмағанның қолы кемігеннен ғой ана жылғы сайлауда ауылнай болып кісі қатарында ілінгені. Одан бұрын бұл кісім еді, бір безер ит еді. Сол Бірмаған кер жорғасына көрпе салып ерттеп Ақбілекке мінгізді. Бір байталға мініп өзі қасына ерді. Дуана өз жайына кете барды. Жолда келе жатқанда Әмір ағалары дуананың кез болып алып келгені жақсы бопты десіп, дуананың пайдасы тиетіндігін, оның жүрмейтін жері жоқ екенін, бірақ тіленшілік қылмайтынын, жазы-қысы жалаңаяқ жүретінін, тегінде тегін еместігін айтты. Одан кейін ұсталған ақтарды, мұқашты сөз қылды. Ақбілек орталарында жорғақтатып төмен қарап келе жатып әңгімелерінде құлақ салды. Ақтардың тұтылғанын сонда білді. Әнеугі апанда бұғып жатқандағы қасына келіп тоқтай тұрдып кетіп қалған қазақ мұқаш екенінде топшылады. Өткен күндерде бір-бірлеп есіне түсіріп жағалап Қарамұртқа да келді. Оның түрлі қылықтары көз алдынан демде елестеп өтті. Енді мынау ағаларының ортасында ауылына келе жатқанына таң қалды. Таң қалып қана қойған жоқ, өзін бейне бір арам сирақ ұрлық малындай әкесіне арам жегізетіндей көрінді. Енді бұрынғы нәрестедей уыз денесі былғанып, арамданып қалған тәрізді. Бұрынғы кіршіксіз аппақ кеудесіне енді қара құзғын ұя салып кеткен тәрізді. Күнә сұмдықты білмейтін ақ жүрегі арамдықтың неше атасын біліп, бұрынғы қыз басы қатын боп қалған тәрізді. Бұл болғанға дененің кірі, жанның күнәсі өмірі тазармайтын тәрізді. Өз ауылының тауына, жеріне жақындаған сайын таза жерді басуға өзінен өзі ұялып, атылып өліп кетпей, Қарамұрттың мылтығында бекер-ақ жармасқан екем деген өкініш пайда болды. Ит жалап кеткен ыдыстай өзінің денесін де, демін де арам деп білді. Осы арам демімен, арам аузымен әкемнің иманды жүзіне қалай жақындармын, қайтып оны да арамдармын, Құдайдан қорықпай оның құтты қадам мешіттей үйіне қалай кірермін, кәпір сүйген аймалаған аяғыммен жайнамаз салатын жерін қалай денем шіміртпей басармын, кәпірді құшақтаған арам қолымды қайтып әкемнің адал дастарханына апарып, қайтып бір табақтан ас ішермін. Мұны бұрын ойласамшы, бұларды есіме алсамшы, шыбын жан құрғырды ойлай беріппін-ау. Япыр-ау, бұлар мен туралы не ойлайды екен? Мені арамдалмай аман келді деп кім ойлайды дейсің? Әлде менің тірі қалғанымнан да өлгенімді тіледім екен? Кім біледі, сөйткен де шығар.
Мені көргенде пәленшенің орыс бүлдіріп кеткен қызы деп кім көрінген ішінен ойлап тұрады-ау. Әлде біреу әкеммен не өзіммен егескен күні айтып та салады-ау. Ойбай-ау, менің күйеуім ше, ол енді менің маңыма жоғар ма? Орыстан қалған саудаманды ол не қылсын? Тым болмаса бұзылмаған қаймағым соған да бұйырмады-ау. Ол алмаса, онда мені кім алады? Мен бір ел-жұртқа әйгілі, көзге шыққан сүйел болған екем ғой. Ақылымнан адасқан сорлы мұны білсемші, кеше түнде арам денемді қасқыр боршалап неге жеп қоймады екен? Мені көргенде ауыл үйдің адамы үркіп тұрады-ау. Мен өзгердім ғой, қатын болдым ғой, қартайдым ғой. Көзімнің алды көк таңба шығар, иегім сылқылдап, денем бос қалған шығар, белім бүкірейіп, бөксем жалпиған шығар, аяғым талтаңдап, жүрісімнен жаңылған шығармын. Менде несін қалды дейсің? Ернім кезеріп, жағым суалған шығар. Орыстың айнасына қарағанда ажарым тайған сықыл деді ғой. Жасыма жетпей кемпір қылды-ау жасаған. Мен енді әкеме құрт аурудан жаман бір масыл болдым ғой. Өлмей менен құтыла алар ма? Ей тәңірім-ай, осы келе жатқанда бір қазаға ұшырап кетсемші, астымдағы ат омақа асып, астында тіл тартпай қатсамшы, немесе жер ойлап жұтып қойсайшы, болмаса үстімізден қара бұлт төніп найзағай соқсашы, әйтпесе албасты басып тұншықтырсашы, әнеугі қаңғып келген орыс енді келіп алып кетсеші, ең болмаса есімді біліп тірі барғанша әкемнің алдына апарғанда кірпігім қимылдап жатсамшы. Ақбілек аспанға қарады. Аспанды мезгілсіз бұлт құрсар емес. Жерге қарады. Жер баяғы жер, қозғалар емес. Сүрінер мекенде өкшесін тебінді. Кер жорға сүрінер емес. Өзге аттарды сау желдеріп тепсеңде теңселіп келеді. Ақбілек қасындағы ағаларына қарады. Ағалары Ақбілекке қарар емес. Көздері алдында. Сипай қамшылап, ауылға қашан жетеміз дегендей тебінгілері сартылдап келеді. Ақбілек алдына қарады. Қараса ауылға кеп қапты. Ауылын көргенде жылағысы кеп кетті. Әнекей, бұлардың қарасын көргеннен қатындар Ақбілектің үйіне қарай шұбырды. Әнекей өз үйінің иттері де ауыды. Әнекей, бұзаулар да Ақбілекке көрсетін кісіше бері қарап мөңіреді. Мінекей, дауыс қылған қатындардың ащы айғайы құлағына келді. Жер дүние күңіреніп дауыс қып тұрғандай болды. Жан жарасы сол дауыспен жеңілетіндей. Көп дауысқа қосылып Ақбілекте егілді. Екі көзі жасқа толып, жарық күн шымылдық құрғандай бұлдырап, тұман боп кетті. Сол тұманның ішінде басы ағарған адамдар қолтығынан ұстап, сүйемелеп, әлде бір жерге әкеліп, үбілкен бір адамның үстіне жалп еткізді. Ақбілек жылай берді, жылай берді. Сорлы Ақбілек, сен жыламай кім жыласын? Тас емшегін жібіткен, тар құрсағын кеңіткен аруанадай анаңнан айырылдың. Келешектегі бақытты өміріңнің кілтіндей көріп, сарымайдай сақтаған алтын қазынаңнан айырылдың. Ар ұятың төгілді, адамшылығың жойылды. Жас нәуетек жүрегің соқпай жатып өрт болды. Жаңа шыққан жауқазын піспей жатып жоқ болды. Шамшырақтай жас жаның жанбай жатып шоқ болды. Есіл ерке балалық аяққа құйған астайын шолтаң етті, тоқталды. Жыла, жасың бұла, жасыңмен қайғың жолсын, жасыңнан теңіз жиылсын. Теңізді дауыл толқытсын, құтырсын толқын туласын. Зарлатқан сені мұндарлар тұншықсын, сонда уласын. Қатын қызы тұл қалып, сендей болып шуласын.